Ассалаумағалейкум нұреке. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Біздің сыр подкастымыздың 3-ші қонағысыз. Біз өзіміз командамен басында түсірген кезде 3-ші қонағымыз осы дәрігер болса дейтін ой болған. Ол кезде сізді мүлдем танымаймыз. Көп адаммен интервью өткіздік. Өйткені біздің подкасттың басты мағынасы адамдарға бір пайдалы болсын дейтін. Тек қана ол жерге келіп, бір өзінің мақтанатын бір историясын айтып емес, адамдар көрсін, тек қана дәрігерлерге емес, әрбір Қазақстан азаматына қызық подкаст болады деп ойлаймын. Өйткені сіздің өзіңіздің историяңызды мен тыңдап шыққан кезде өзім шабыттандым. Өзіңіз туралы енді айтып таныстырып өтсеңіз. Мен Құрманалиұлы Нұрғазы, 89 жылғымын, осы оңтүстіктің тумасы. Өзім кардиохирургпын. Сонымен қатар қазіргі таңда флеболог маманымын. 2 клиниканың негізін қалаушы, Нұрғазы клиник, варикоз емдейтін Сейт клиник Қазақстандағы. Соның негізін қалаушымын. Керемет. Кардиохирург дейтін негізінде авторитеті жоғары емес пе флебологқа қарағанда, или олай емес пе? Не себептен сіз кардиохирург болып ары қарай клиникалар солай ашпадыңыз? Негізінде кардиохирургия деген ол менің кәдімгі арманым болатын, баяғыдан негізі. Біздер енді оқуға түскен кезде Қарағандыға түстім. Сол кезде 2-ші курстан бастап мен сразу айтқам кардиохирург боламын деп та. Өйткені өте қатты ұнаған болатын. Сол кезден бастап ең алғашқы осы кардиохирургия қызығатын моменттер басталды сол кезде. Мен әке-шешем армандағанда мен дәрігер болуға ше. Мен бірақ қан дейтін нәрселерді жақсы көрмеймін. Қалай сіз өзіңіз білдіңіз? Маған осы жүрекке операция жасау ұнады дегенде. Сіз қазір студенческийге кетіп қалдыңыз ғой. Мектепте оқып жүрген кезде қалай сіз сездіңіз ол сіздікі екен? Негізінде медицинаны мен өзім баяғыда 9-шы класста, 10-шы класстарда шатаспасам сол жылдары бірден ойлағам, айтқам, медицинаға түсем деп. Бірақ ол кезде мен білмеймін, кардиохирургия боламын деп. Ол кезде маған бір қатты түрткі болған жағдай, менің туған әпкем өзім сол аяғында бір жарасы болды. Сол жарасы жазылмайтын. Түркістанда көптеген дәрігерге барды, емдетті, болмайды. Қатты қиналған көрдім да мен. Сол үйге келген болатын, сол кезде менің өзім жездем айтты да, бізде осындай ауданда мықты бір хирург бар. Бірақ кезінде мықты болған сонша енді подставить етіп, сөйтіп түрмеге кетіп қалған да. Сол кісі шыққан, сол кісі қазір ауылында, сол кісіні давайте көрейік, ол кісі мықты хирург болған, соған көрсек деген соң, сол кісіні шақырды үйге. Сол кезде ол маған келіп айтты да, атың кім? Нұрғазы, так, давай аяғын ұста. Әпкеңнің, мен қазір соны екеуміз жасаймыз, сен маған көмектесесің деп. Операция ма? Операция енді. Үйде ма? Үйде, иә. Енді ол кезде жаңағыдай инструменттердің барлығы енді стерилизация жоқ. Жаңағы отпен қыздырып, солай залалсыздандырып, сөйтіп жаңағы мен аяғын ұстап тұрмын. Сол аяғындағы жаңағы тырнақтарын бәрін ойып, кесіп, жаңағыдай қырып, соны тазалаған есімде да, жарасын. Енді сол кезде ұнаттым да, қызықтым енді. Ең қызыққан моменті былай да, соны біткеннен кейін әпкем бірден жақсы болып кетті. Қаншама жылдар бойы соны қиналып жүрген, соны аяғы ешқашан екінші рет жара болған жоқ, бірден жазылып кетті. Сол маған ең алғаш түрткі болды да. Мен ана әпкем түріне қараған кезде, действительно, сол кезде көп айтатын еді, мына кісі мықты хирург болған деген да. Қарашы. Сондай бір, енді ол кезде баламыз ғой, менде сондай бір мықты, сондай елге сондай көмектесетін сондай бір дәрігер болсам екен деген, сол ең бірінші менде іште оянған сол болды. Адамдарға пайдалы, адамдардың ризалығын алу дейтін. Мен мамандығым осы медицина деп, сол кезде бастап шештім. Сөйтіп медицинаға түстік біз Қарағандыға. Керемет. Бізде Шымкентте медакадемия бар емес па? Мен біле бермеймін. Шымкенттегі медакадемия онша емес па? Не себептен сіз Қарағандыға бардыңыз? Маған жаңа сол кісі совет берген тұғын сол кезде. Сол кісі да? Егер де медакадемияға түсетін болсаң, медицинаға таңдайтын болсаң, Қарағандыға бар деп айтқан. Ол кезде ең сондай мықты школа болған Қарағанды медакадемиясы. Мен жалғыз бала болғам семьямда. Әке-шешем деген енді бізде білесіз ғой, қазақта жаңағыдай жалғыз баланы алысқа жібермейді. Так, мен өзім грантқа түстім, өзім тапсырып, сол кезде маған әкем айтқан, 4 қаланы таңдаймыз ғой, сол кезде Түркістаннан басқа жерді таңдаушы болма деп. Түркістаннан, да Шымкенттің өзіне маған рұқсат бермеген. Сол кезде жақсы деп мен кіріп кетіп, есімде 3 қаланы Қарағанды, 4-шісін Алматы қылғам. Жоқ, Түркістан қылғам. Сол кезде есімде шыққан кезде маған айтады да, балам не таңдадың дегенде Түркістан деймін да. Қайсы бәрін Түркістан жоқ, 3-ін Қарағанды, 4-шісін Түркістан қылды деп. Сол есімде сол кезде ұрысқаны. Бірақ енді ол кезде мен әке-шешем сондай мен жағдайым жасап қойған кісілер негізінде. Жалғыз бала өскеннен кейін сөйтіп Қарағандыға сөйтіп кетіп қалдық біздер. Оның өзі бір үлкен история болды. Енді түсінікті.
сол Қарағандыда біз енді ол кезде жаңа екінші курстан бастап кардиохирургия өте қатты қызықтым, жүрекке. Сол кезден бастап мен ең алғаш больницаларға дежурстволарға барып бастадым. Енді екінші курс деген ол күлкілі да қазір. Мысалы екінші курстың студенті деген ол дым ештеңе түсінбейді, ол білмейді. Бірақ сол кезде есімде ЭКГ бойынша кардиологтың артынан қалмай соны оқып өте сондай қатты қызығушылық болды менде кардиохирургия саласына. Енді ол кезде операция деген ол арман ғой, ішіне кіріп көру деген ол бізге болмайды ол кезде. Но бер шетінде сол отделениеде жүру солай болған. Есімде даже бір жағдай, біздер 6-шы курс оқыдық. Енді мамандықты таңдау керекпіз ғой, әркім гинекология, терапия, хирургия саласы деген сияқты. Енді мен баяғыдан группаластарым біледі, мен кардиохирургия баратынымды, кардиохирург болатынымды. Сол кезде бізде бір мүмкіндік болды. Енді Қарағандыда медакадемияда кардиоцентр деген бар. Ол жерге кіргізу студенттерде мүмкін емес тұғын. Біз оқыған кезде ол жерге кіргізбейді. Енді жүректің операциясы болған соң ол же стерильность өте жоғары, былай сырттың адам кіргізе бермейді жаңағыдай. Талпа адамдар деген сияқты. Сол кезде бізге айтты да, вот кардиохирургия отделениесіне кім барады деген кезде, сол больницаға кім барады дегенде біздің группа кетті. Соның ішінде мен өзімнің кураторымнан жалынып, өтініш осы кардиохирургия отделениесінде жүруге маған рұқсат беріңізші дедім да. Сөйлесіп көріңізші соны заведующиймен деп. Қоймай, бірақ бәрімізді не сосудистый отделениеге жіберген. Сосын менің кураторым жақсы деп барып сөйлесіп, сөйтіп мен отделениеге кіргізді кардиохирургия. Мен сол кезде есімде қуанғаным соншалықты, бірінші рет та вот енді операция кіру арман ғой әлі, ол ішіне кіргізбейді бізді. Хотя бы сол отделениеде операциядан шыққан адамдарды көру, қандай назначение береді, жаңағыдай соны көру арман еді да, соны ішін чувствовать ету дейді ғой жаңағы. Сол есімде сол қатты қуанған. Сөйтіп бірінші күні бардық, отделениеге кірдік. Сосын дәрігерлер, ординаторский біздің енді хирургтар ғой, кардиохирургтар. Солар сұраққа алып, сосын мен қызығып, сосын маған келіп айтады да, давай Нұрғазы, сен ұнадың маған, молодец, давай ертең осындай сұрақтарды берем, сол сұрақтарға жауап маған айтып бересің. Давай ертең осындай келесің, неге өтеміз деп. Заведующиймен күшті сөйлесіп алдық. Сонымен деген біз кеттік, келесі күн деген келдік. Сол кезде ординаторский отырған кезде есімде директоры кіріп келді. Мен енді білмеймін ғой директорын. Сол кезде айтқан есімде, иди отсюда деді маған. Сосын түсінбей қалдым. Кететінді, тұратынды маған айтып отыр ма деп. Сол кезде айтқан, кет жоғал деді да. Кет жоғал. Қазір егер кетпесін, неғып тұрсың, кетпесең қазір деканатқа звондаймын, вообще вылечь отсюда дейді да. Вообще с университета дейді. Сол айтқан сөзі деген өте қатты тиді да маған. Енді бір шақ қой енді сол кездегі да. Бір сондай армандап сол отделениеде, енді ол жерде мен айтамын да, мен операция ештеңе керек емес, мен хотя бы осы отделение ішінде жүрейінші деймін да жаңа. Сол кезде қуып шыққан есімде. Не себептен ол қызғаныш па? Жоқ, ол просто енді сондай не да, жұлдыз. То есть сен кімсің, студент, мен деген директор деген сияқты нәрсе ғой. Сол кезде есімде сондай, хотя білем қасымдағы сонда таныс жолдас жігіттің, оның әкесі сондай профессор, мықты болды да. Бірақ оны қоймай сол отделениеге тартамай жүрді олар, давай балаңды бізге жібер, біз үйретеміз деген сияқты да. И сонда түсіндім да, өмір қалай деп та, қатал. Вообще оқимын деп жүрген адамға не жоқ, жаңағыдай, наоборот қашып жүрген адамды тартып оқытуға болады деген сияқты. Енді ол просто сондай бір түрткі болды. И одан кейін менде ол отделение вообще кетіп қалдық біздер. Негізі одан кейін көрген жоқпыз. Қанша жыл оқиды кардиохирургтар? Біздер енді жалпы вообще врачтар негізі жаман көп оқиды, өмір бақи оқып жатқан адамдар ғой. Иә, біздерде енді 7 жыл оқиды. Сосын ары қарай 4 жыл қазір резидентура дейді ғой. Өзінің узкий мамандығы бойынша тағы да оқиды. Біздер общий 11 жыл ма сол кезде? Иә, біздер баяғы 7 жыл оқыдық, 7 жылдан кейін сосын ары қарай деген неге, Ресейге сол жаққа оқуға түстік. Новосибирск қаласының клиника Мишалкинада. Не себептен ол Новосибирск? Ол кезде сол менің жаңағы барып жүрген кардиологым сол жақта айтты. Нұрғазы, егер де жақсы неғылам десең, сол жақта мүмкіндік өте жоғары, операция жасау жағынан өте жоғары мүмкіндік деді. Ұстаздардан тек оқу емес, иә, ол жақта көп береді деді операция. Қолыңды үйретуге болады деген сияқты. Ол кезде клиника Мишалкина ол СНГ бойынша енді екінші, үшінші орында тұрған клиника тұғын. Ең мықты. Бірақ студенттерге, біз сияқты нелерге, жас мамандарға таптырмайтын ең мықты орын тұғын. Үйрену жағынан. Сол үшін мен соны айтуымен жағы Новосибирскке кеттім. Ол кезде жағында экзамен тапсырдық, сөйтіп сонсында оқыдық.
кардиохирургия саласы бойынша. Сонымен басталды кардиохирургия саласы. Мен енді қазір сол кезде 7-ші курста оқып жүрген кезде негізінде сол кезде бір қосымша жұмыстарды істеп бір ақша табуға бір негізі өзі құмартығым негізінде. Ол кезде санитар болып жұмыс жасадым скорыйда. Одан кейін деген ол аздай. Сосын фармакологиядан мұғалім болғам. Фармакология дейтін аптекаға үйретті ма? Дәрі-дәрмек бойынша содан мұғалім болғам. Сондай қосымша жұмыстар жасап жүріп, сосын кейіннен кетті да, бірақ мен сол интернатурада жүрген кезде мен негізінде мен қасымдағы өзімен бір жақсы жігіттер мықты операциялар жасап жүрді. Аппендицит, олар наоборот бүкіл уақытын больницада өткізді. Ал мен болсам жаңағы санитар болып скорыйда жүрдім, мұғалім болып сабақ. Өйткені біз барған жер солай болып қалды да. Мен наоборот қолымды көп жасаған жоқпын операция. Менде сол үлкен минус болды да. Сөйтіп тұрып мен уже Ресейге оқуға түсіп кеттім. Сол кезде сол өте қатты қиын болды маған. Ресейде оқу ма? Иә, Ресейде. Өйткені менде қол жоқ. Мен интернатурада толком ешқандай операция жасап көрмегенмін. Солай өте қатты қиын болды, сол практика жүзінде да. Сосын сразу айттым, енді басында сосын мен бірден жаңағыдай ең қиын отделениеге лақтырып жіберді. Ол жерде сондай өте қатал дәрігерлер болып, аямайды вообще. Дұрыс істемесең, дұрыс ұстамасаң, ассистент болғанда енді талай айқайларды естисің ғой, жаңағы ол жерде страшный айқай ғой бізде хирургияда. Сосын армияға түскенде болдық қой. Өте қатты қиналдым, есімде. Сол кезде бір аптадан кейін мен жаңа кетіп барыптым да. Уже шаршап кеттім, шынымды айтайын, мен тастап кеткім келді сол жерде. Әке-шешемді сағындым, құрсын елімді сағындым. Сосын айттым, мен шештім дедім, жаңа учебный центрге бардым. Соны жаңа несіне айттым да, начальнигіне. Мен кетем дедім. Бір ай, 10 күн ба болған, 20 күн болған ба, мен кетем дедім. Сол кезде айтады маған, қалай кеткенін естейді. Сен кеше экзаменнің бәрін 5-ке тапсырдың дейді. Сенде мықты сондай не бар ғой дейді. Қалай кетесің? Жоқ, мен кететін болдым. Маған ұнамайды деймін ғой жаңағы кардиохирургия. Сосын жоқ, пока ойланып кел, тағы уақыт беремін, давай деді. Сразу қол қойма деді маған. Сосын шықтым. Енді бәрібір кететін 100% сенімді болып тұрмын. 100%. Қарашы. Сол кезде мен есімде семейден жаңа бір жігіт болатын. Сол жігіт мені тоқтатып қалды. Нұрғазы, не болды? Настроение жоқ. Кететін болдым, мен тастаймын нені. Вообще білмеймін, басым қатып кетті, шаршап кеттім. Өте қатты қиналған кезім ол кезде. Сол кезде маған айтты, жүр кеттік столовыйға деп, сол жақта отырып екеуміз не алдық. Сол маған поддержка берген болатын. Мықты поддержка берді. Тастамауға ма? Иә, Нұрғазы, сен не айтып отырсың деп та жаңағыдай. Сен қазір кетесің, елге барасың, дальше не болады сосын. Осында жерге келіп отырсың деп та, енді осындай сен де. Содан кейін ойландым. Сосын маған айтады да жаңа еще, сен директор боласың әлі дейді, сен мықты хирург боласың дейді, маған айтады. Бірақ сол кезде ұмытпа, маған бонус ақша беріп тұратын. Сосын енді өзі әзіл ғой, қол алса жақсы деп. Сөйтіп барып, сосын сол айтқаннан кейін барып бір где-то 2 сағат отырып маған моральный бір лекция оқыған есімде. Содан кейін деген жаңа учебный центрге қайтып бардым да айттым, жақсы, мен жаңағы передумал деп. Сөйтіп қалдық, содан басталды. Енді сөйтсе маған айтады да, сен ең қиын сондай отделениеге түсіп қалдың дейді да, Нұрғазы. Ең қиын, негізі бұны 1 жылдан кейін барып түсетін не, саған просто не повезло дейді басында. Сол үшін дейді, ол өтеді деп. Шынымен де сондай болды. Сосын келдім, үйге келген есімде, бұл таңнан кешке дейін кітапхана. Түсінбейсің өткен кардиохирургия новый сала. Жаңағыдай шошқаның жүректерін алып келеміз. Күнде инструментпен соны тігемін ғой. Қолымды үйретемін. Күнде тігемін соны. Сосын басында солай жүрдім. Шошқаның жүрегі адамға ұқсай ма? Не себептен шошқа? 99% ұқсайтын жүрек. Шошқаның жүрегі бізде соған тренироваться етеміз. Содан кейін басталды, енді жайлап ұнатып бастадым. Өйткені баядан ұнаттым оны. Просто маған именно қол жағынан қиын болды да, сол жағынан. Содан кейін ары қарай. Қанша шошқаға жасадыңыз сонымен? Жоқ, ол жерде біз тек тренировка изучать етеміз ғой, жүректі алып. Адаммен ұқсайды ғой, тамырларын барлығын деген сияқты. Сонымен уақыт өтті, сосын менде андай болды, уже бірден действительно кардиохирургияны кәдімгідей сондай қатты жақсы көрдім да. Сосын менде мынандай идея болды да. Так, мен енді осы жердегі барлық операцияның барлығын жазуым керекпін деп та. Ертең елге барып, ол кезде елдегі кардиохирургияның состояниесі, жағдайы ондай емес еді ғой.
мына операциялардың жасалынбайтын операцияның бәрін мен елге барып енгізу керек. Менің бар арманым сондай болатын. Так, ол үшін маған не керек? Маған бірінші кезекте жаңа видеоға түсіріп алу керек. Каждый әрбір детальдарын. Екіншіден жаңағыдай жазып отыру керек. Сұрақтар, түсінбеген сұрақтарын бәрін сол хирургқа қойып отырып, жазып отыру керек деп. Солай өзіме мақсат қойдым, сонда арман қойдым. Менің бар арманым жаңағыдай кардиохирургияны дамыту болды да елде. Сол операцияларды енгізу болды. Өйткені енді Аллаға шүкір деймін, сол тренировка бізде спорт сияқты. Қол ғой, хирург деген ол қолмен ғана білінеді қаншалықты мықтылығы. Сол кезде мен есімде, сол еңбектің арқасында бізде 20 ординатор болды. Соның ішінде 2 ғана ординаторға жылдың соңында жаңа операция жасауға және де соған мүмкіндік болды. Ординатор дейтін кім ол? Біздер оқып жатқан. Оқып жатқан адамдар сөйтеді да? Ол деген өте қиын ол жерде. Жүректің операциясының жаңағыдай негізгі этаптарын беру ол мүмкін емес. Ол жерде мүмкін емес. Бірақ сол сенің жасаған жұмысыңа қарай, сенің біліміңе, қолыңа қарап, енді ол жердегілер де саған сеніп беріп бастайды уже. Соның бірі осы қазақ болды да, екінші өздері орыс. 18 адам оны ешқайсысын жасаған жоқ. Енді оның да бір өзі өте сондай мен үшін үлкен жетістік болды. Сондай жерде жүріп, кезінде шығып кетейін деп жатқан оқудан. И сол кезде мен бір жыл бойы, соңғы бір жылда жаңағыдай мақсат қойып қойдым ғой. Сөйтіп хирургтардың үлкен академиктер операция жасайды, сол кезде видеоларға түсіріп тұрамыз біздер. Сол видеосын алам, всегда мен жүгіріп баратын, видеоға мен түсірем деп. Артында тұрып операцияның бәрін бастан аяқ түсіретін. Негізі бастан аяқ түсіруге болмайды, тек арасын түсіру керек та. Ол мен өзіме жазып алу үшін түсіретін. Бастан аяқ. Сосын сұрақтарымды қоям, миын ашытып. Оны жазып отырам. Енді ол түсірген видеоны негізі өзіңе көшіріп алуға болмайды. Енді Құдайдың өзі кешірсін, бірақ воскресенье күндері барып, сол видеолардың бәрін өзіме аударатын. Сонда мен бір жыл бойы видео түсіріп, бір жыл бойы осындай папка, қағаз, бүкіл сұрақтарым бар. Сөйтіп сол видеолардың бәрін бір күн көшірем ғой. Сөйтсем 1 терабайт жесткий дисктер болатын еді. Содан 2-ін көшіріп алдым. Біреу жоғалып кетсе, екінші тұрады деген сияқты. Енді ол кездерде терабайт дейтін качество видео аз болғаннан кейін өте көп қой. Иә. И есімде енді сонда мен қарашы, енді білім бар, Құдайға шүкір. Қол бар. Енді мотивация деген жанып тұр. Қазақстанда келемін, мені күттір дейсің. Любой есте теуіп кірем. Мен мынандай кардиохирургпын, так давай деген сияқты сондай бір не да енді. Және видеоларым бар. Бүкіл, маған келіп, жайлап жасап, соларды енгізу керек та маған уже ерге. Енді қарап отырсаң, шынымен де мықты да енді ол операциялар нелер басқа уровень ғой. Сосын маған ең бір күшті бір түрткі болған осындай, менде онда нәді болды да. Бізде үлкен бір конференция болды сол кезде. Всемирный. Сол кезде Константин Плейс деген әлі есімде екен ғой. Кардиохирург, Американың кардиохирург келіп бізде мастер-класс көрсетті операцияларды. Сол кезде есімде сол кісінің жасаған операциялары, тігіп атқандары, операция жасап атқандары енді мүмкін емес. Машина. Ананың білімі, ананың қолы деген бүкіл конференция отқандар бәрі соған ғашық болып отыр да, ананың қолына. Қолына деген нәрсені түсіндіресіз бе? Біз енді онша түсініп жатқан жоқпыз ғой. Байқамай тіге ма или қалайсың? Жоқ, байқамай дегенде ешқандай лишний движение жоқ. Мысалы біреу 2 сағат жасайтын операцияны ол 40 минут жасауы мүмкін. Оның жасаған жерлері қанамайды деген сияқты. Енді идеально мүмкін емес. Енді сіздер оны түсінбейсіздер ғой, біз хирургтар түсінеді. Сол кезде енді 55-ке келген кісі ғой, үлкен кісі. Сонда сұрады бір кісі, сіз осындай уровеньге қалай келдіңіз деп та. Сол кезде айтады, күніне мен 300 рет байлап тренировка жасаймын дейді. Қараңызшы. Просто алады үйінде тренировка жасайды. Не деген махаббат дейсіз ғой өзінің жұмысына. Не деген махаббат действительно. Сол кезде мен есімде, так мен осындай хирург боламын дедім сразу. Менің арманым Константин Плейс Қазақстандағы номер 1 кардиохирург. Действительно сондай немен не басталып кетті менде. Вообще кардиохирургия деген арман басталып кетті. Сондай. Сонымен елге уже мен ойладым, енді жұмыс кез келген жерде болады, Қазақстанның кез келген клиникасына есікке теуіп кіре аламын. Құдайға шүкір оған білім де жетеді, қолым да жетеді, барлығы бар деп та. Сөйтіп келдік елге. Мен енді бітірдік біздер оқуды полностью. Сосын жаңағы неге келген кезде мен әке шешемнің жалғыз баласымын ғой. Сол кезде енді Шымкенттен бастадық бірінші жұмысты.
енді өзіміздің ойымыз сол әке шешенің қолында Шымкентте жаңағыдай жұмыс жасап үйге қатынап жүру деген сияқты. Сонда біз папам екеуміз осы клиникаға келдік. Сонда директор айтты, бізде жұмыс кардиологический ма? Иә, кардиологический. Орын жоқ деді. Орын жоқ. Ақша сұраған жоқ па? Орын жоқ дейді, бізде орын тауып бере аламын деген. Енді ол бір не шығар, бірақ мәселе ақшада да болған жоқ негізгіне. Өйткені білмеймін неге екенін, бірақ енді түсінікті ғой. Басқа біреу звонок түссе жоғарыдан бәрібір табылады ғой ол. Бірақ енді штат жоқ шығар. Сосын бізде кардиохирургия бойынша ол бір қалада бір ғана клиника. Не себептен біреу? Өйткені ол кезде сондай да. Қазір де әлі біреу ма? Әлде де енді екеуі бар шығар, екеу үшеу ірі қалаларда, төртеуге дейін бар шығар, бірақ ол кезде сол бір ғана клиникада болатын. Сосын Шымкентте орын болмады. Біздің енді әке шешеміз қартайып қалған кісі, қатты оларға да тиді енді. Қалай деп та, енді балам оқыды осынша не деп. Сосын одан кейін жақындау жер ғой деп Таразды көрейік деп Таразға бардым мен. Таразда барған кезде оларда да айтты, бізде орын жоқ деді. Міне 20 адам тұр, пока орын жоқ деді. Сосын мен уже қорқып бастадым. Бірақ әлде де надежда бар. Алматыға барамын. Алматыда өзі 4 клиника бар. Қатталыс емес қой. Қатталыс емес қой, Алматыдан қатынап жүреміз ғой деп. Алматыға бардым, 4 клиникада болдым, 4 клиникада бір жұмыс жоқ дейді ғой. Вообще. Сосын не істеймін? Сол кезде Павлодарда болдым мен. Павлодарда жұмыс жоқ болды. Өскеменде досым жасайды, ол сұраған, ода жұмыс жоқ деді. Сосын үйге келдім, есімде туған қарындасымның тойы болды. Туған қарындасымның тойы біте салысымен мен уже нервшит бастап жатырмын. Өйткені уақыт өтіп жатыр. Маған жұмысқа тұру керек. Қолмен бірдеңе жұмыс жасау керекпін. Ұмытып жатырмын уже. Жұмыс жоқ әлі. Сосын той есімде қарындасымның тойы бітті. Той біткеннен кейін рюкзак бір сумкамды асылып алдым да иығыма. Сосын мен кеттім дедім. Пойызға отырып Қарағандыға кеттім дедім. Соқты оқыдың ба дедіңіз? Иә. Қарағандыға келдім. Қарағандыда кардиоцентрге бардым. Баяғы мен боқтап қуып жіберген. Сол кісінің алдына бардым. Ол кісі айтты, жұмыс жоқ деді. Анестезиологқа жұмыс бар деді. Енді кардиохирургияны сонша не қылып келіп, мен анестезиолог болмаймын ғой. Сосын жақсы. Еще ол кезде айтады, папа мамаң бар ма, маған звондасын деген сияқты. Енді сондай моменттер болып кетті. Сонымен Астанаға бардым. Астанада орын жоқ. Көкшетауда орын жоқ. Қостанайдан бірақ шықтым. Ол кезде Петропавлда досым жасайды. Петропавл отказ жоқ. Сосын Қазақстанда турне жасапсыз ғой бір. Иә. Сосын Қостанайға бардым. Қостанайда да орын жоқ. Олар сосудистый хирургия бойынша аламыз деді, бірақ кардиохирургия жоқ. Мен арманым тек кардиохирургия. Ананы енгізу керек маған. Вообще басқа ештеңе білмеймін, тек соны. Есімде сол кезде Қызылорда жоқ болды. Батыс Қазақстан болды қалған. Соңғы шанс. Енді Ақтөбе қаласына бардым. Қостанайдан Ақтөбеге бардым. Сосын Ақтөбеде есімде әлі күнге дейін сол кардиоцентрдегі неге барып, заведующийне айтқаным есімде, мені жұмысқа алыңызшы деп та, жалынғаным есімде. Жұмысқа алыңызшы деп, ол кісі жоқ, бізде жұмыс жоқ. Перфизиолог деген мамандық бар, содан 2-3 жыл жұмыс жасайсың, егер де ұнап жатсаң кардиохирург қылып аламын деді. Сол есімде сөзсіз. Мен айтамын, перфизиолог деген ол жай Европада инженерлер. Ол медицинский образование жоқ, адамдар жұмыс жасайтын жер. Жоқ, болмайды. Мен есімде тегін болса да жасайыншы, өтініш. Мен кардиохирургқа жұмысқа алшы деген есімде. Өзі ой, не айтып тұрсың, кет деп қуып шыққан есімде. Өйткені дені дұрыс адам өйтіп айтпайды ғой негізінде. Сонда бір менде де анда не болды да, бір болады ғой, өліп қалғым келеді ғой, асылып. Дата күз сондай нәрсе, депрессия кеттім. Өйткені сізде неден болды сонда? Жұмыс таппағаннан ба? Или үйдегілер таза шықтың дегендей болды ма? Иә, менде андай болды да, әділдік жоқ та елде. Мысалға, сен осындай нәрсені істеген келіп тұр да, сондай нәрсе мен айтамын да, Құдай, неге көріп тұрсың осынша дұрыс ниетпен осындай нәрсені істегім келіп тұр, неге жұмыс жоқ деп та. Түсінбейтім сол кезде. Сосын енді әке-шешем Айдалада қалды мына жақта. Енді ол кісілер де үлкен кісілер. Мен ар жақта жүріп, бүкіл Қазақстанды аралап бір рюкзакпен сосын бір больница шықты. Ол больницада маған айтты, сол Ақтөбеде директоры. Міне Нұрғазы, мына отделение дайын тұр. Көріп тұрсың. Міне ашылайын деп жатыр бір айдың ішінде.
шамалы күт. Ақтөбеде ма? Ақтөбеде. Тура сен сияқты мамандар керек маған. Давай шамалы күт деді да. Мен ол кезде бірақ қуандым енді. Наконец-то. Наконец-то деп. Есімде бірақ бір айдай болдым. Бір айдай сонда жаттым. Бірақ ана кісі соны телефон алмай қойды уже. Білдім, что он уже ашылмайтын. Сенесіз бе, сол 3 жылдан кейін де сұрағанда ашылған жоқ. Білмеймін қазір, бірақ ашылмайды екен ғой. Сонымен одан да үміт үзілді Ақтөбеден де. Орал отмена. Сонда ең бір соңғы қалған қала Атырауда отмена болды. Ең соңғы бір қала Ақтау қаласы болған. Ақтауда менің осы группаласым жұмыс жасайтын, сонда общий хирург болып, соған айттым. Маған осында кардиохирургиядан орын бар ма сұрап көрші деп та, жаңа заведующийнен. Ол айтты ғой, я келсін, орын бар деп. Единственный қала Қазақстанда. Вот сенесіз ба? Бүкіл Қазақстанның қаласында болдым да, тек қана Ақтау. И мен кейіннен түсем да, Алла тағала мені жай жібермейді екен Ақтауға. Қарашы, еще маған деген сый көп екен да, сөйтсем. Енді Ақтауға бардым, маған айтты, 0,25 ставкамен аламыз, кардиохирург қылып деп, сөйтіп мен жұмысқа алды. 0,25 ставка. Ол кезде бізде зарплата 9,000 теңге, ең алғаш зарплатам 9,000 теңге. 9,000 теңге қалайсында? Айына ма ол? Айына 9,000 теңге. Бірінші зарплата мен есімде 9,000 теңге, одан кейін 35,000 теңге болды. Одан кейін үшінші ай тоже 40-50 мыңдай болды. Сосын январдың где-то бірінен бастап полный ставкаға көшірді. Ставка аз болғандықтан. Басында 0,25 ставка. Ол кезде сіз бір өзіңізсіз бе или үйленгенсіз бе? Ол кезде үйленіп қойғам. Үйленіп қойғансыз. Менің келіншегім осы. Қалай өмір сүрдіңіздер дегенде? Жоқ, ол келіншегім ол кезде менде осында ауылда болатын. Мен өзім жүрмін ғой, жұмысқа бір орындығы болайын деген сияқты. Сол жұмысты істеп бастадық. Ол кезде арманым деген мүмкін емес, қуанышымда шек жоқ. Мен бірінші ақша аздығына қарамайсыз ғой. Жоқ, ол ақша деген вообще менің ойымда да жоқ. Ол ақшаны ойлап жүрсің, жұмысқа кіргеннің мәсін ол кезде. Сосын уже келдік. Одан кейін өзімнің жолдасымда өзі бір қызым бар тұғын. Соны алдырттық Ақтауда. Ол кезде бір кішкентай жерде тұрамыз. 3 метр. Бір общежитияның бір бөлмесі. Общежитияны сіздерге тегін бере ма? Жоқ, енді жалдап тұрасың ғой. Жалдап тұрасың. То есть медиктердің бір общежитиясы ондай жоқ па? Ондай нәрсе жоқ. Сол есімде енді жұмысқа келдім. Ол кезде тағы да бір екінші проблемамен не қылдық та. Өйткені енді ол кезде сен сондай жерді көріп, біліп келгеннен кейін, әрине, мысалы, көп нәрселердің дұрыс жасалмай жатқанын көресің да, сосын айтасың ғой. Давайте бірінші күннен бастап, мынаны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек. И все. Отстранение ғой. Уже сенімен сөйлеспейді. Сен уже. Умничайте бергеннен ғой. Енді ол, содан ғой. Сонымен опять проблема басталды. Жаңағыдай да, сенің уже қолың қысқа. То есть, получается, ол жерде, мысалы, бүкіл Қазақстанда клиника, больницалардың бәрі сондай негізі. Бөлімше бастығы, заведующийдің қолындай ғой, барлық сол кісінің айтқанымен жасалады да барлығы негізі. Жақсы, ол жерде басында жұмыс жасадық, сонда көптеген қиындықтар болды, басқа болды. Бірақ сол кезде мен есімде 27 жасымда ең алғаш самостоятельно операция жасадым жүрекке. Негізі кардиохирургияда ең самый молодой кардиохирург Қазақстанда ол сол кезде мен болатын. 27 жасымда. Негізі бізде 35-40-тан кейін жасайды кардиохирургияда. Оған дейін не істейсіз ол кезде? Одан бір нәрсе беріп тұрасың ба? Жоқ, өзің жасайсың да операцияны. Жоқ, неге 35-ге дейін күту керек деп жатқан ба? Біздерде ондай күрделі операция болғаннан кейін сізді бірден жаңағыдай қолыңызға беріп, давай жаса деп айтпайды ешкім. Өйткені ол үшін көп опыт керек, үйренуің керексің, сен біртіндеп келесің. Енді ол да дұрыс қой, адамның өмірі. Сізге ешкім не бермейді. Прям 8 жылдай. Өйткені мынандай нәрсе да, ол сондай жүйе просто. Солай жүруің керексің деген сияқты ғой. Армияда болады ғой, бірінші жағы. Бірден не болып кетпейсің ғой. Сол сияқты да, просто бізде ұзақ сондай. Бірақ мен ол кезде де нем қайтқан жоқпын, мен жасаймын, мен самостоятельно өзім кетуім керекпін деп. Сол кезде де есімде біздер базардан шошқаны сол баяғы жүрегін алып аласың. Сол шошқан жүрегін әкеп, келіншегім ассистент, өзіме ең ыңғайсыз коробкамен. Келіншегіңіз врач па сол кезде? Врач қой, енді просто көмектеседі да, енді екі адам ұстап. Түсінеді ғой деп жатқан ғой. Түсінеді ғой. Сол
ең қиын сондай коробка положение істеп қоясың, терең қылып соның ішіне жүрек салып қоясың, и содан жаңағы үйренемін ғой күнде, жаңағы ұмытып қалмайын деп та қолыммен тренировка келіншегіме ұрсам айқайлаймын, былай ұста былай тарта екеуміз қырылысамыз сосын ненің үстінде, потому что мен үмітімді үзген жоқпын, жоқ маған жасау керек. Өйткені мен если олардың айтқанымен жүре беретін болсам, 35-40-та жасайтын біліп тұрмын. А маған болмайды. Өйткені болмайды ғой, тез арманға жету керек, тез жету керек, тез істеу керек деген сияқты. Енді ол действительно, если қолынан келіп тұрса неге істемеске. Сосын соған дайын болдым да. Сосын бір күні жаңағыдай бір мүмкіндік туды. Жаңағыдай барлығы біреу отпускіге, біреу басқаға, бастықтарымыз бәрі кетті. Осындай сложный бір пациент түсті. Енді оған срочно операция жасау керек болды. Ол кезде мен тағы қасымда менен жоғары бір жігіт болатын, менен үлкен. Ол айтты, жоқ, ол да жасамаған, мен де жасамаған операция. Қорықты ғой. Иә, бірақ мен дайын жүрдім да ол кезде. Күнде соған мен білдім, что бір пациент солай келетін. Қарашы. Бір күні келеді, сол кезде мен дайын болу керек. Мен соған дайын болу керек, мен как будто соған күнде дайындалған сияқты болдым да. Шансты. Сөйтіп сол кезде сол адам, қарашы, сол келді, и мен қорықтым да. Қазір қалай болады екен, қазір кесем, жасап атам. Қолым қалтырап қорққаннан вообще бәрін тастайсақ, ондай өте көп случайлар. Сол үшін жаңағы істей алатын адам қасыңда тұру керек, страховкада да, мысалы. Сен қорқаң, менде страховкада ешкім жоқ. И сондай бір стресс болды да, өте үлкен да. Бірақ мен ішімнен біліп тұрмын. Бірақ оны істемегенмін, өмірде бірінші рет. Бірақ ол бір шанс. Бірақ екінші шанс адамға да көмектесу керек. Енді моменті бәрі келіп тұр да. Сол кезде айттым, давай кеттік, онда мен алам деймін да. Сен қуасың ба, қалай жасайсың? Жоқ, жасаймыз. Если сіз сол кезде дұрыс емес жасап, адам не дай бог қайтыс болып кетсе, енді Құдай сақтасын, ол сіз жауапкершілік, конечно, біз жауап береміз, басымызда. Өйткені ол кісіде сондай инфаркт болды, он стволовой поражение дейді, оған срочно жасау керек. Сөйтіп сонда кіріп жасаған кезде мен есімде қолымның сондай жеңілдігі, қарашы, мен қорқып тұрмын. Вот кіргенге дейін, ананы бастағанға дейін қорқып, дірілдіп, бастаған кезде бар ғой, уже жасап атқан кезден бастап, сенің қолыңның жеңіл кетіп атқан да. Мен өзім таңғалып отырмын. Ана үйде әбден тренировка жасайсың ғой, сол сияқты істеп атсың ғой вообще. И мысалға даже 20 жыл, 30 жылдық стажной кардиохирургтардың скоростьмен жасап атсың. Қараңызшы. Солардың скоростьмен бірінші операцияны да. И сол кезде мен түсіндім да, бұл оңай зат екен ғой шын. Біздің көзді қорқытқа береді. Біз сондай қасында отырған қармағаш ассистент болған жігіт айтты ғой, Нұрғазы мен тігейінші, мен жасайыншы дейді. Сосын давай ертең жасайсың деп, сөйтіп екеуміз келесі күні ауысып, оған мен көмектестім. Оған үйретіп, күрделі операцияларды жасап тастадым уже. Аллаға шүкір, науқастардың бәрі күшті шықты. Ол жерде жасалынбаған жаңағыдай какой-то бір 10 күннің ішінде біз страшный операция жасап тастадық уже. Сол кезде получается, смотрите, сіз бірінші операция жасадыңыз ғой. Бірінші операциядан кейін сізге басқа врач маған сенуге болады екен деп басқа операциялар берді ме или қалай болды? Жоқ, өйткені плановый операция деген болады. Плановый деген болады, экстренный деген болады. Плановый операция олар негізінде врачтар, олар мысалы уақытты сен қоя аласың оларға. Мына күн деген сияқты. Экстренный операцияда сенде ол күтпейді. Оны жасамайсың ба, ол адам кетеді да уже. Сол үшін. Біз уже келесі күнде планда бізде адамдар өте көп қой. Отделение күтіп жатқан, жаңағы аналар қашан келеді деген сияқты. Одан кейін уже все, врачтарға біз жасаймыз, давайте жіберіңдер. Жасадық. Бір қызығы операциялардың бәрі идеально шығып жатыр ғой. Еще налегке оңай. И сонда мен түсіндім да. И сол кезде мен ең осы Қазақстанда, сол 27 жасымда, 28 ба, 27 жасымда ең самый молодой кардиохирург болдым. Енді Құдайға шүкір деймін. Сол бір сондай бір еңбектердің бір арқасы да енді. Енді қана сізде кардиохирургта бәрі жақсы бола бастады. Кардиохирургия жақсы болып бастады. Варикозға кетіп қалды дегенге. Мынандай болды да, бір күні енді біз ол жерде бізде мынандай жүйе бар. Сізге түсінгісіз болуы мүмкін. Мысалға, заведующийдің қолында барлық нәрсе. Вот мысалы мен заведующиймін, мен қол астымда 10 сотрудник бар ма, мен кімге қанша операция беремін, сен былай жасайсың, ол сол кісінің қолында. Мысалға мен егерде қандай да өзімнің идеямды, операцияларымды енгізу үшін, қараңшы, бірінші кезекте директор заинтересован болу керек. Енді барлығы расходный материал ғой, оборудование тағы басқа. Бізде директор ол басқа әлем ғой, ол жақта бізге қатысы жоқ вообще. Соответственно, заведующий енді ол кісілер оларға жақсы жұмысы жүріп жатыр. Бұл гос емес па сіздерде? Гос жұмысы,
Сондықтан сенде все равно қолың қысқа, сен істей алмайсың. Мысалы мына технологияны енгізейін деп айтсаң, ол рұқсат бермейді. Сондай бір не бар. Сол кезде енді мен жұмысым жақсы жүріп жатты, жақсы жасап жаттық жұмысты. Сол моментте бір күні менде мынандай болды. Сосын келіншегіме айтамын да, давайте осы қиналайық, 3 жыл болсын, 4 жыл болсын қиналайықшы. Ақшаны жинай бергенбіз ғой үйге да. Сосын айлық аз болса да жинадыңыздар ма? Иә, ары қарай жақсы өмір сүреміз. Давайте деп ешқайда қыдырған жоқпыз, киінген жоқпыз. Действительно 3 жылдай осылай жинай бердік ақшаны. Сіздерде өздеріңізде мақсат болды ма? Бір нәрсеге жинау? Үйге деп жинағанбыз. Иә. Сол кезде есімде, мен бір күні ауылға келдім. Ауылға келген кезде менің вообще өмірдегі мотивация мен әке-шешем. Ауылға келген кезде бір күні өте қатты тиді. Әке-шешем сондай бір енді бір жылдан кейін келеміз ғой ауылға. Сол кезде ауылдағы үй ең ескі үй екен да, сол ауылдың ішіндегі ең ескі үй да. Такой кішкентай болып қалғанда. Сіз жалғыз боласыз? Иә, жалғыз боламын. Әке-шешем уже 70-ге келіп жатыр енді, әкем да. Қартайып кеткен вообще қартайып кеткен, анам да қартайып кеткен. Мен жалғыз бала Ақтауда жүрмін, айдалада өзім арман мақсатыммен да жаңағыдай. Олар барлығы жақсы, балам давай жұмыс істей бер деп, олар еще пенсиясын маған жібереді. Сонда шешем мен карточкасын беріп қойған маған, пенсиясын. Сол кезде жылағым келді. Мен ол кезде білетінмін, что мен сондай келешекте сондай крутой врач болатынымды, мықты врач болатынымды, және де ол кезде бай тұратынымды да білдім. Енді жеткілікте сондай өмір сүретінімді. Бірақ ол кезде мен әке-шешем бола ма, болмай ма, ол сол қызықты олар көре ала ма, көре алмай ма, сондай нәрсе болды да менде. Қазір қартайып жатыр, так болмайды, маған ақша табу керек, маған тезірек бұл кісілерге үй салу керек деген сияқты. Сол жерде тем более үй өте ескі, намысыма тиеді. Сонда қатты менде сонда не болды, уже екінші голод пайда болды менде. Содан кейін ғой мен келіншегіме айтып, все, давай ақшаны жинаймыз, ешқандай жаратпаймыз, басқалар достарымыз кафе, ресторан жүрсе мен бармаймын вообще. Келіншегім скорыйда жұмыс жасайды, ол тоже жүрісті, бірімізді көрмейміз вообще. Ол жұмыста, мен жұмыста, дежурство, жұмыс, солай ақшаны жинай бергенбіз ғой. Содан кейін ол кезде енді біздің айлығымыз енді мемлекет беретін 200 мың теңге, 180 мың, 200 мың теңге айлық береді. Сосын мен айттым, маған қосымша жұмыстар керек. Мен біліп тұрмын, что мен қанша ақша жасаса, қанша операция жасасам да зарплата бермейді, маған қосып бермейді. Сол кезде сіз разница жоқ па? Разница жоқ. 100 операция жасайсыз, қанша жасасаң да разница жоқ. Уже менде сонда жаңағы баяғы нем уже өшіп бастап жатыр да. Менде уже материальный проблема екіншіне басталады. Жұмыс емес, уже сенде ақша табу керек. Сондай нәрсе басталады. Өйткені мендегі не, ладно, мен өзім болсам бара бересің ғой. Егер де мысалы мен әке-шешем үй әдемі болса, әке-шешем менен кейін бір інім болып, олар жақсы болса, жағдай, может мен жүре беремін сол комфорт условияда күнде жұмысым жасап келіп, дұрыс па? Әке-шешеңіздің мотивация менде әке-шешем болды. Менің өмірдегі мотивация сол жерден бастап әке-шешем болды. Так болмайды, менде уақыт аз уже, все деген. Сосын қосымша жұмыс істеп бастадым. Ол кезде енді мен осылай флебологияға, осы клиниканы қалай аштым, соған келе жатырмын да. Қосымша жұмыс істеп бастадым. Бір поликлиникада майда операция жасайтын, қолға, мелкий операцияларда. Частный клиника. Частный клиникаларда. Сөйтіп сол жерден ақша табатын. Сосын бір күні айттым, бір частный клиника бар. 4 частный клиникаға, поликлиникаларға консультацияға жұмысқа тұрдым. То есть жұмыс бітеді менде, жұмыс біткеннен кейін, жұмысын бітірген соң барамда бір частный клиника барамда, өзім майда операциямды жасап кетемін. Одан шығамда поликлиникаларда жүремін. 4 поликлиникада. Немесе түнде кешке қарай босап жатсам, жаңағыдай мелкий операциямды тағы ане қылып жасап кетемін. То есть сондай жұмыспен жүрдім. Сонда мен қараймын да, мен кардиохирургиямен жүруім керекпін ғой, негізі мен ойымның барлығы кардиохирургия, мен соның дамуымен жүруім керекпін да. Ал мен жүрім поликлиникаларда консультация жасап,
сондай болмайтын сондай жұмыстар болып кетті. Уже басқа операция жасап жатырмын, жаңағы тек ақша табу үшін. ақша табу үшін, қарашы. Бірақ ақшаны мен жинап жатырмын. Сол кезде жаңағыдай не болды, варикоздарды енді біз ол кезде жасап жатырмыз, ол больницада кесіп жасаймыз, сосын частный клиникаларда жасап бастадым. Сол кезде бір күні мынандай болды, бір күні ол кезде лазерный технология деген варикоздың емі жоқтығын Ақтауда. Соны мен ең алғаш соны енгіздім. Ол кезде соның жаңағы оборудованиесі, сол заттардың бәрін жаңағыдай алып, сөйтіп соны жасап бастадым. То есть өзіңіз бөлек частный клиника аштыңыз ба? Жоқ, частный клиника ол кезде ашқан жоқпыз. Ол кезде біз частный клиникада жұмыс жасайтын. Енді ол кезде олар айтты, Нұрғазы, өзің білесің, не істеймін десең де, керек затың болса алып жасай бер деп та. Былай айтқанда, тек бізге сол помещениемен қамтамасыз етті деген сияқты. Сол кезде сол жерден жайлап істеп бастадық. Сосын бір күні мынандай болды. Бір күні маған келіп тұрды жаңағы хат. Сіз егерде жаңағы нострификация дейді, Ресейден өткен дипломды подтверждение жасау керек. Соны жасамасаңыз, сізді отстранить етеміз дейді. Отстранить қалайсың? Жұмысқа келмейсіз деп та, соны алып келу керек деп документін. Нострификация деген бар ғой, дипломды подтверждение жасау. Сосын жақсы дедім, барып соңға барып білсем, 6 ай уақыт алады дейді жаңағы. Дипломды подтверждение жасау 6 ай уақыт. Сосын мен оны тапсырдым. Ол тек сіздерде ма или барлық мамандықтарда? Мен Ресейде оқыған үшін сол дипломды дәлелдеу керек қой енді. Сол кезде сұрап тұрды, қайта оған дейін сұраған жоқ. Содан кейін мен ойладым, мен жұмыстан шыға жемейтін шығар деп, енді 6 ай бойы. Сосын бір күн келіп тұр, сіз жұмысқа шықпайсыз, все болды. Соны қорытындысымен бір атла кетесіз дейді. 6 ай десем, жоқ, солай дейді. Солай кардиохирургиядан шығып кеттіңіз. Сөйтіп мені уақытша сөйтіп босатып жіберді кардиохирургиядан. Жарайды, 6 ай. Сосын неге сондай уақыт, бюрократия ма ол, не ол? Жоқ, енді ол солай ұзақ дайындалатын документ та. Сосын врачтарға 6 ай аз деп қойсаңызшы, біз 10 жыл үйреніп қалғанбыз. Иә, ол просто не ғой, именно сыртта оқығандарға. Мысалы елдің ішінде оқысаң, онда не жоқ қой, нострификация деген не жоқ. Сол кезде заң шыққан ғой сондай. Сол есімде, сосын үйде отырмыз, сосын айтты, так, Нұрғазы, мен өзіме ой келді. Енді мына жұмыс жоқ, кардиохирургия жоқ. Поликлиникада мен отырмаймын ғой, 6 ай бойы тек консульт жасап. Сосын так, давайте, қазір жинаған ақша бар, жаңағы үй аламыз деп отқан. Уже дайын тұр, ақша да дайын тұр. Сосын айттық, давайте бір жерден, бір арендаға бір помещение алып, сол жерден жаңағы варикоздың емін бастайық деп та. Сөйтіп, и так мен жасап жүрмін частный клиникада. Соны просто өзіміз жеке шайық деп. Сөйтіп сразу интернеттен қарадық, таптық частный жаңағы помещениені. Аренда қанша еді? Аренда где-то 300 мың ба сондай тұғын. Сосын интернеттен қарасақ, бір помещение шығып тұр. Бізге подходящий. Звондадық, келе қойыңыз деді, бардық. Сол жерде ақшаңызды бермесеңіз, мен сізді күтпеймін деді, ақшасын бердік. Сонымен басталып кетті. Ол кез содан басталып кетті. Сразу клиника доктор Нұрғазы деп қойдыңыз ба? Ол кезде атын білмейміз, қалай қоятынымызды. Сөйтіп, клиника доктор Нұрғазы деп сөйтіп атын қойып. Сразу сөйтіп слыхать. Қатты ойланбадым дейсіз ғой. Қатты ол кезде ойланған жоқпыз. Бірақ сол кезде тағы да бір период болды. Мынандай болды да, ол ковидтің кезі тұғын. Адамдар өте қатты қырылып жатқан кез, қиын кез тұғын. Сол кезде варикоздың енді біздерде енді бұл как мен үшін мысалы қанша жүректің операциясын, қанша тамырға операция жасап жүрмін да, қанша жерден сен не болғанмен бұның емі басқашалау да. Ол жерде не УЗИмен жасалатын операция ғой енді. УЗИмен жасалатын операция, мен УЗИді өмірімде түсіріп көрмегенмін. Өйткені ештеңе кеспейсің ғой, сен барлығын жабық түрде жасайсың. Ол бір үлкен проблема болды да мен үшін. Сол кезде енді өзім танитын УЗИст мамандарға барамын ғой, жүгінемін ғой. Кезінде Нұрғазы деп жүрген біздің УЗИст мамандар, таныстар, сол кісілерге барған кезде олар бірден теріс айналды. Конкуренция деді ма? Солай ойлап қойған сияқты, солай ойлап. Мен айтамын ғой, жоқ қыздар, мен сендердің конкуренттерің емеспін. Давайте маған УЗИ түсіруді үйретіңдерші деймін ғой жаңағыдай. Содан кейін басталды, олар үйреткен жоқ. Сосын жаңағыдай кітапты алдық та соны бастадық қой, өзіміз оқып УЗИді. Енді УЗИді изучать ету қалды. Сосын жағы бір УЗИст бар еді бізде, 1-ге дейін жасайды, сосын 2-ден кейін тағы жасайды. Сол 1 мен 2-нің арасында жаңағыдай өздерінің таныстарымды әкелемін, соны УЗИмен қараймын, үйренемін. Солай басталды ол
ол этапта. Сөйтіп УЗИді де үйрендік. Содан кейін жаңағыдай варикоздың несін бастадық қой, операциясын. Лазерный операция. Лазерный технологияны. Операция и лазерная операция. Операция жасайтын еді алдында, иә, получается, лазер жоқ кезде. Иә, енді ол қазір соңғы уақытта жақсы дамып келе жатқан саланың бірі ғой. Енді лазерный технология баяғыда әлде де жасайды, кеш жасайды негізі варикоздың емін. Давайте вообще негізінде варикоз дейтін, да? Тақырыпты көтерейік. Варикоз неден пайда болады? Ол мен білетін екіқабатты әйелдерде көбінесе варикоз болады, да? Ол тек қана әйелдерге арналған ауру ма, еркектерде болады ма? Жалпы негізінде варикоздың негізгі себептері өте көп. Ол бірінші ретте генетическая предрасположенность, тұқым қалайды да. Мысалы ата анасында егер варикоз бар болса, соның әлсіз тамыр клапандары баласына беріледі негізінде. И өмір сүру барысында егер көп бала туса, бірден ауыр заттар көтерсе, жаңағы күтінбейді, немесе ауыр жағы силовой тренировка жасайтын болса, аяқ үстінде көп жұмыс жасайтын болса, жағы әлсіз тамырлар клапандары бұзылып, жаңағыдай варикозға айналады, тамыр кеңейіп бастайды. Негізгі ар жағында генетика предрасположенность қой. Енді түсіндім. Иә. Клиникадан ше қалай аштыңыз, клиенттер сразу келді ме? Ең алғаш біз ашқан кезде адам енді бірден көп келген жоқ, бірақ сол кезде Инстаграм жүргізіп бастадық. Адамдардың мысалға довольны болған клиенттерді түсіріп бастадық, бірақ личный брендті қалыптастыра бастадыңыз. Бірақ мен мысалы айтсам, адамның көптігі сонша, сол кезде варикоз емдегенде менде далада сыртқа дейін күтіп отыратын адамдар шығып отыратын. Жоқ, тоқтаңыз. Басында адам көп болмады дедіңіз. Сіз өзіңіздің личный брендіңізді қалыптастырып Инстаграмға түсіре бастадыңыз. Иә. Өзіңізді, клиникаңызды, отзывтарды, иә. Сол тез тарала бастады ма? Тез тарала бастады. Өйткені сол кезде получается басқалар жүргізбейтін кез ба? Жоқ қой, ол кезде вообще ондай лазерный технологиямен жасайтын мамандар да жоқ ол. Не только даже Инстаграмда ондайда ешкім жүргізбейді, адамдар көп оны білмейді ол кездерде. Сол кезде қалай сіз Инстаграмға идея келді? Мен ең бірінші идеяны келіншегім айтқан. Келіншегіңіз ба? Негізінде сол кісіге бір лайк деп қойсаңшы. Иә, жоқ, негізінде вообще мен айтамын да, мысалға кез келген бір шамал болса да жетістікке жеткен кез келген ер адамның артында бір мықты әйел адам бар ғой, оны мойындау керек. Иә. Өйткені ол кісілер прямой бір сенің жұмысыңа араласпаса да, кез келген ключевой моменттерде саған подсказка айтып отыруы мүмкін, немесе бір сондай поддержка беріп, негізінде оның рөлі өте жоғары ғой. Сіз Инстаграм жүргізген кезде негізінде өзіңізге камерада да енді волноваться етіп отқаныңыз көрініп тұр да. Инстаграм жүргізу өзіңіз қаладыңыз ба? Жоқ. Или ол жұмыс істеу керек дедіңіз ба? Жоқ, ешқандай Инстаграм жүргізу ұнамайтын. Бірақ енді керек болған екен, оны біз жүргізіп, оғанда шығып сөйлеп үйреніп содан басталды ғой. Тамалек әке шешенің мотивациясы. Иә. Арттан тұрып айтсаңызшы. И сонымен сізді видеоларыңыз қаралым жинай бастады ма? Или қаралым көп болмаса да, подписчиктеріңіз аз болса да, адамдар, целевой адамдарды өздері таба бастады ма? Негізде бар ғой, ол кезде соны білмеймін бар ғой, мысалға біздерде бір оңай өтті ше сол. Мысалға бірдеңе шығарасың да, мысалға бірдеңе түсіресің, бірақ адамдар бір-біріне қатты жібере ма, или сол кезде тапшы маман болған екен ба, бір оңай келді, или бір құдайдың бір сондай көмегі ма, бір тез көтеріліп кетті салдық сол жерде. Сол кезде бар ғой, мен есімде. Бұл қай жылдар? 2019 сондай кезде. 2019 жыл точно врачтар әлі Инстаграмды жүргізетін. 2019 сол жылдар ғой. Негізінде жан жақтан негізі айтады ғой, бір көмек болды да менде сондай. Сол моменттер тез өтті менде, тез көтеріліп бастадым да сондай. Получается, бана айттыңыз ғой, сырттан уже очередь тұр деп. Иә. Сосын не істедіңіздер? Клиниканы үлкейттіңіздер ма? Сосын біз ол клиникада уже сыймай бастадық. Адам өте көп. Таңғы сағат 7-тен түнгі сағат 10-12 күнде жұмыс, жылдар бойы. Жеке өмір жоқ. Тек сол больницаның ішінде жүресің болды. Тек сол варикоз. Келіншегіңіз сол кезде бірге ма или қалай? Ол кезде бірге. Басында біз бірге бастадық. Ол жағы телефондарға жауап беріп отыратын. Өте қиын моменттер болатын ол кезде. Өйткені негізінде ұрыс жанжал да көп болып кететін. Енді жұмыс моментінде ұрыс болады ғой, кішігірім. Сосын оны кеп үйге кеп ол настроениемен үйге келесің, үйде де солай жүресің, сондай қиын болатын. Сосын бірақ енді мынау
варикоздың жалпы несі бойынша бізде проблема болған емес. Адам өте көп бір бірінен естиді, мынау былай емдеп жатыр деп келіп жатыр. Ол кезде бізде мысалға жаңағыдай рекламаға деген вообще жұмсамайсың, ол реклама ешқандай жоқ вообще. Бір біріне естіп Инстаграм арқылы келіп жатыр да адамдар, клиенттер. И бір күні вообще Атырау келіп бастады, Ақтөбе, и бір күні вообще бүкіл Қазақстан келіп бастады клиникаға. Бүкіл Қазақстан келетін. Бізде 90% бәрі басқа қала болатын. Ақтаудан 10%, өйткені халық аз ғой жерде. И бізде әрқашан өзіміздің жергілікті дәрігерлерді жаңағы бағаламайды ғой, сондай нәрсе бар ғой. Бүкіл и сосын бір күні ең күрделі, емге келмейтін күрделі варикоздар бізге жіберетін. Дәрігерлердің өздері жіберіп бастап біздерге. Өйткені бұл технологияда оны жақсы меңгермесең, жақсы істемесең, бұл да оңай емес, мысалға. Бұл технология вообще қалай келді? Сіз айттыңыз ғой, то, что біз Ақтауда бірінші рет жасадыңыз деп. Иә. Сіз ол нәрсені оқымадым дедіңіз. Иә. Да? Оны қалай үйрендіңіз? Или былай болды ғой. Шошқаның бана бір нәрсе деген сияқты үйрендіңіз ба? Былай басталды. Ең басында мен осы варикозға идея келді ғой, варикозы көржім травматичный операция, жаңағы кесу, оны жұлып шығу деген сияқты. Сосын менде мынандай болды. Неге осы варикозды осы лазерный технологияны енгізіп жасамасқа депті. Адамдарға да жақсы емес па, мысалға? Жасатты, орнынан тұрды, кетті. Безопасный, малотравматичный деген сияқты. Сөйтіп, давай осыны жасап енгізейін деп, мен бірақ оған жарты жылдай дайындықпен жүрдім. Бұл кезде сіз әлі частныйда істейсіз ба? Мен ол кезде жаңағы кардиохирургияда жұмыс жасаймын әлі. Сол периодта. Сол периодтар ғой. Жарты жылдай мен бүткіл жаңағы информацияның бәрін, жаңағы литератураның бәрін оқып, видеолардың бәрін қарап, таныстым жалпы. Сіз онда анализден мықты екенсіз, ше? Иә. Бағана естіп жатырмын да, барлық жерде бірінші ұзақ уақыт қой, не, жарты жыл, бір жыл. Иә. Барлық видеоларды көріп, кітаптардың бәрін оқып дегендей да. Иә, енді ол адамның сіздің негізі секрет успехаларыңыздың бірі осы ғой, получается. То есть барлық нәрсеге сіз дайындығыңыз. Иә, ол бізде адам өмір болған соң ол кешірмейтін нәрсе. Сенің біреуге пайдам тигізем деп сенен зардап шегіп қалмау керек адам. Сондықтан деген ол бірден бүгін ойыма келді, ертесін жасай саламын деген нәрсе емес. Ол да біз өте мықты болу керекпіз. Мен сол жарты жылдай соған дайындықпен келдім. Сосын уже мен дайынмын. Жалпы таныстым, енді оны бастау керек. Оны бастау үшін маған не керек? УЗИ-ді үйрену керек. Менің жаңағы жасап жатқан үлкен күрделі операцияның ешқандай көмегі жоқ ол жерде. Тек УЗИ болды. УЗИ жақсы білсең, жақсы көрсең, ары қарай сосын жасайсың жақсы деген сияқты. Жаңа айттым ғой, бірінші ана маманға бардым, сөйтіп үйрендім. УЗИ-ді өзім самостоятельно үйрендім. Ешқандай маман болған жоқ. Мысалы, үйретіп, Нұрғазы мына жерді қарайсың, мына жерде ондай вообще болған жоқ. Менде ешқандай жаңағыдай мұғалім болған емес. Сол кезде получается кітап и өзіңіз практика. Кітап и жаңағы өзім келіншегімді әкеліп УЗИ түсіремін, жаңағы бос аралықта. Мынандай моменттер болатын. Обедтің кейде ана кісі етері келіп қалады. 1:30-да келіп қалады. Сол кездерде мысалға доктор шығыңызшы, мен пациентім бар деп ыңғайсыз жағдайлар болатын. Бірақ әйтеуір 5-10 минутта тез үлгерейін деп жаңағы отырамыз, соны түсіріп отырамыз. Енді ол момент, это нормально, сол моменттерден өттік. Бірақ дайын болдым. Енді қараңыз, мен енді бір пациентті жасауым керек. Қызықты история айтып берейін. Үйренген нәрсені бәрін қолдану керек. Енді қолдану керек ол методиканы. Кімге қолданамын? Ол кезде Инстаграмда жоқ, мені ешкім танымайды, білмейді. Мен есімде бір қызық жағдай болған. Мен жаңа кардиохирургияда өзім жұмыс жасап жүрген кезде заведующий бір күні маған айтты, мен бүгін шыға алмаймын, Нұрғазы сен баршы приемға деді, консультацияға. Сол кісінің орнына бардым, консультация жүргізіп бітіп шығып бара жатсам, бір кісі келіп айтады, доктор сіз сосудистый хирургсыз ба? Иә, сосудистый. Менің жолдасым түрмеде жатыр. Сол кісіге варикозы бар, соған операция жасау керек дейді. Ақша платный болса да, қанша болса да біз төлейміз, соны жасап беріңізші, аяғы ауырып қиналып жүр дейді маған. Досым, мен айтамын, жақсы, онда мен бірінші білейін бухгалтериядан. Деп бар бухгалтерияға барам. Где-то 350 мыңдай деп айтады бухгалтерия, енді олар есептейді бұл расходтарды. Сөйтіп ол кісіге айтамын да, 350 мың теңгедей екен деп та бағасы. Жақсы, онда давайте мен сіздің телефоныңызды алайын, мен сізге хабарласамын дейді да жаңағы кісі. Жақсы деп, кейін ол кісі де звондаған жоқ, мен де звондаған жоқ, мен ұмытып кетті да, просто келді, кетті, болды. Сосын бір күн ол кісі звондайды маған. Доктор, есіңізде ме, мен осы нәрсеге келген едім, осы баяғы операцияны қашан жасайсыз дейді маған. Күйеуі әлі түрмеде. Күйеуі әлі түрмеде. Сосын как раз сол уақытта мен айтамын, жақсы, мен сізге кейін хабарласам деп, ол кезде өзің кардиохирургия операциямен бас қатып жүріп, поликлиникада жүрсің, ол жақсы деп, ол да қалып қойды бір күні. Сосын жаңа мен айтып отырмын ғой, барлығын үйрендім, мен біреуге жасау керек деген сияқты ше. Сосын енді өзім 100% дайынмын. Бәрін дайынмын, тек жасау керек. Сол кезде есімде
жаңағы ана кісі есіме түсті, пациент керек, ана кісі есіме түседі. Сосын сол кісіге жаңағыдай хабарласам ғой, сіз осындай алдына звондадыңыз ғой жаңағы варикоз бойынша, емдетесіз ба? Иә, емдетемін. Сонымен сол кісіні жасайтын болдық, түрмедегі кісі. Сосын жаңағы клиниканың директорына айтамын ғой, түрмедегі кісіге операция жасайын деп жатырмын деп. Еще бірінші операциям. Шығара бере ма? Иә, олар шығарып алып келеді ғой негізі. Ол деген, ой Нұрғазы не істейін деп жатсың? Ол қарсы болды басында. Сосын айтамын, міне технология осындай жасай керек деп. Сол есімде, сол бірінші науқасым. Олар түрмеден жағы нелермен алып келді жағы клиникаға, бір палатаға жатқызды ол кісіні. Сосын енді қорқыныш деген мүмкін емес. Ана қорқыныш айтайын, жүректің операциясында олай қорықпайсың ғой. Не үшін? Енді ол оңайда, сен баяғыдан оқыдың, көрдің, сенде ол жерде команда барлығы новый дайын. технология болғаннан кейін. Иә, бұл новый технология еще. Енді кесіп жасайтын бірдеңе болса, сен одан мысалға мықтысың да, любой ол тамырды күнде ашып жасап жүрсің да. Сен просто анау не да, енді өміріңде не қылмаған не жаңа бір зат. Иә, жаңа бір зат болған соң. Сол есімде, сол кісіні жасаған кезде вообще өзім білмеймін қалай жасап жатқанымды, но примерно біліп тұрмын. Вроде дұрыс жасалынып жатыр деген сияқты. И бірақ енді опыт жоқ, не жоқ. Сосын қатты уайымдадым, бірақ жасап шықтым, бірақ қалай болады екен деп енді уайымдап сонымен кеттім. Бір кезде 1 сағаттан кейін қыздар звондайды. Доктор бағанағы кісі, операция жасаған кісі сия алмай жатыр дейді. Саған жүрегім тоқтап қала жаздады менің. Вообще бітті дедім мен. Медицина осы жерден біткен шығар менде. Бірақ ойлаймын, неге ол қалай анаған қатысы жоқ, лучше қалай өтіп кетуі мүмкін мочеточникке. Уже вот варианттарды ойластырып жатсыз ғой. Ойластырып жатырмын. Жүрегім тоқтап қалды, бірақ шынымды айтайын вообще. И сосын уже сондай депрессияға кірдік. Сосын жақсы мен қазір барам деп машинамды алдырып бара жатқам. Жарты сағаттан кейін звондайды ғой, доктор, ол оказывается өзінің проблемасы бар екен, жаңағы несі бар, простатиті бар екен деп. Сол кезде қайтып екінші бір дыхание ашылды. Сол бірінші операция есімде, сол кезде жүрегім тоқтап қалды менің, бар ғой, вообще ештеңе қызықтырмай қалды. Сосын ертесіне қараймыз ғой, оны қараған кезде не деген керемет результат. Вообще идеально шыққанда жасаған варикозымда. Ештен уверенность көтерілді. И сосын уже екінші бір дыхание ашылды. Так, мынаны жасау керекпіз дальше. Сосын енді келесі пациент жоқ. Енді қайдан табамыз? Мынаны жасадық, күшті. Сосын бір күні біреу звондайды да. Доктор, мен осындай, сіз оказывается мен балам түрмеде жатыр дейді. Ол мамасы звондап тұр бір кісінің. Сіз түрмедегілердің бәрі. Иә. Сіз біреуге варикозын операция жасапсыз, аяғы күшті, жеп-жеңіл болып қалыпты. Енді мен де балам соның қасында жатыр. Оның да аяғында варикоз бар. Ол да сол жасаттық, сізге жасайын деп дейді да жаңағыдай. Түрмеде сарафанный радио жүріп жатыр дейсіз. Сарафанный радио. Сонымен сол кісіні жақсы деп сол кісіні алып келді, тағы да барлығы қоршап, қолында несі бар. Ол кісіге жасадық. Оның да аяғы күшті шықты. Мен уже білдім, жақсы, уже оңай, мен үшін сондай процедура екен. Содан кейін сіз частныйда аштыңыз ба? Иә, ол ең алғаш ол кезде мен клиникаларды жасап жүретін, бір клиникада жасайтын. Содан кейін барып басқа частный клиникаға ауыстым. Сөйтіп сол жасап жүрдім жалпы. И содан кейін барып жаңағыдай неге түсіп қалды ғой. Маған бір күні нострификация деп жаңағы отстранить етіп жіберді жұмыстан. Содан кейін отырып, мен уже өзім немді ашып жібердім. Одан кейін смело аштыңыз да? Иә, смело аштым. То есть ол кезде мен уже жасап жүрген болатын ол операцияның барлығын. Сөйтіп просто өзім жеке не бөлім шықтым да. Нұреке, бағана айтып жатсыз да, көптеген қаладан Ақтауға сізді іздеп келді. Не себептен олар именно сіздің бағанағы методикаңыз ғана болды ма? Біріншіден, енді қараңшы, сен мысалы басқа дәрігер егер 10-15 операция жасаса, сен 200 операция жасайсың. Қараңшы, ол айна ма? Айна. Мысалы ол үлкен опыт та. Адамдар келіп жатыр. Сен ондай количество операция жасаған кезде сенде профессионализм қалыптасады, мысалы. Бір күнде бір жұмысты одно и то жасай беретін болсаң, сенде профессионализм болады. Екіншіден, мысалы ол жақтан келіп отқандардың басында көбісі емге келмейді, ашық тока кесіп жасайтын операциялар деп, немесе сондай адамдар келді. Ең басында өте күрделі варикоздар келетін маған. Мысалға менде ол варикоздар жасау өте оңай. Мен үшін да, мысалға, енді сондай опытпен, сондай неден, тем более мен сондай кардиохирургиядан төмен қарай түстім ғой, мен жоғары көтерілген жоқпын. Мен үшін ол емес.
сосын ол адамдар сондай жақсы әдемі жаңағы нәтижелерін көргеннен кейін ол бір екіншісіне айтады, анаған айтады, біз оны инстаграмға шығарамыз, результаттармен бөлісеміз. Содан кейін жаңағы адамдар бір біріне естіп көбейіп кетті адамдар басқа қаладан. Енді ол жерде барлығы бар ғой, жұмыстың нәтижесі. Көп адамдар енді қорқады ғой, менің әйелімде де варикоз бар. Біз енді құдай қаласа қазір 5-шісін күтіп отырмыз да. Мен әйеліме күліп айтам, 2011 жылдан бері сен ол либо екіқабат, либо емізулі да. Соның арасында бір 2 ай, 6 ай дейтін уақыт болады, бірақ сол операциядан қашты. И мен ойымша ондай әйелдер бізде өте көп та. Өздері андай қорқыныш бар да, ол ауырады да. Лучше мен шыдай берейін, әлі нормально жүрмін ғой дегендей. Мен айтар едім, мен осы флебологияға, варикоздың еміне келген кезде ең бірінші үлкен проблемамен не қылдым. Ол адамдардағы қорқыныш тұғын. Адамдарда ол ақша төлеу емес. Ең бірінші қорқыныш, мына дәрігерге жасатсам аяғымның осы жағдайына да әліп қала ма деген қорқыныш болатын. Точно. Сол үшін мен түсіндім. Өйткені осыған дейін де көп операция дұрыс жасалынбаған, өкінішке орай. Неге? Өйткені варикоз дегенді ешкім былай серьезно қабылдамайды негізінде. Мен де өзім кезінде мысалға хирург болып жұмыс жасаған кезде варикоз десе, ана интерндер, жаңадан келіп жатқан врачтарға жасай беріңдерші дейсің. Біздің негізгі цель ең үлкен күрделі операцияны жасап шығып та, біз кеудемізді ұрамыз да, мен крутоймын деп. Ал варикоз ол технически өте оңай, сол үшін көп деген қателіктер болды варикоздың емінде. Адамдар мысалы 10 адам операция ма, 5-еуінде дұрыс шықпайды. 5-еуі айтады, көршісіне айтады, анаған айтады, сосын олар келмейді. Мен ең алғаш сондай проблемамен сталкиваться еттім да, мысалы адамдарға қараңыз, міне варикозды мен былай емдеймін, жарты сағат или 15 минутта оп оңай, кеспеймін, орныңыздан тұрасыз да кете бересіз. Бұл ең безопасный процедура. Менде опыт өте үлкен. Айтасың, келмейді. Неге? Өйткені үйіне барған соң бір көршісінен істейді, анадан істейді. Сол үшін мен былай істеп бастадым. Мен негізінде инстаграмды да жүргізіп бастағаным, ютубта да видеолар салып бастағаным содан басталды негізінде. Адамдардың бірінші ой өрісін, адамның жаңағы санасын өзгерткім келді да, мүлдем ұшты. Қазір ол безопасно. Мықты мамандар, мықты технологияның қолында, ол дым емес оны емдеу деген сияқты да. Чем одан жүріп асқындырып келгеннен гөрі. Өйткені күрделі варикоз емдесең 20 адамды емдеп шыққанмен энергияң кетеді. Бір оңай уақытылы келген варикоз өте оңай, адамға да оңай. Сол үшін біз өте соған күш жұмсадық жаңағыдай. Көрсетіп бастадық адамдарға. Содан кейін адамдар сол видеоларды көріп өзгерді ғой ойлары. Сосын барып адамдардың барлығы сеніп келіп бастады. Соответственно, енді біз айтып жатқаннан кейін біздің нәтижеміз, результатымыз оған сай келмесе, адамдар не істейді? Тағы да көңілдер қалады, мысалы отказ етеді. Сол үшін біз нәтижесіне қатты көңіл бөлдік. Әрбір емделген адамның мысалға нәтижесін, оны тек наблюдать етеміз. Дұрыс қалай шықты, не шықты, то есть басында сондай үлкен жұмыстар жүргізілді. Содан кейін барып адамдар уже сеніп бастады. Содан клиенттің потоғы содан барып клиенттің потогы уже бастады, өте көп. Қиын случайлар ше? Болады ғой да, әртүрлі күрделі бір адамдар, там варикоздар не дейді олар, варикоз үлкейіп кете ме? Негізінде өте күрделі случайлар ол бізге әлі күнге дейін келеді. Ешқандай, мен мысалы әлемнің көп мемлекеттерінде болам, ешқандай біздің Қазақстандағыдай, жалпы мұсылман елдеріндегідей варикоз басқа елдерде жоқ, дамыған елдерде. Өйткені мұсылман елдер деген кезде осы біздің Қазақстан, Өзбекстан, Дагестан, Чечня, Қырғызстан. Өйткені мен былайда, мысалға мен қазір өзім жеке осындай бір қалыптастырған методикам бар. Осы уақытқа дейін жинаған тәжірибенің арқасында. Ол не десеңіз, мысалға бізде қалай үйретті? Мысалға барлық зат ол Европа, Америкадан шығады, барлық технология, барлық нәрсе сол жақтан шығады. Оны бізде СНГ-де оны переводтаймыз да, бізде оқытады сол бойынша. Сол жүйе бойынша, оказывается, бізде это не работает Қазақстанда. Қараңызшы. Не себептен? Не себептен? Өйткені ол жақта варикоз мүлдем басқа. Европа, дамыған елдердегі варикоз мүлдем басқа, қазақтардың варикозы мүлдем басқа. Мен оны басында түсінген жоқпын. Мен мысалға басқа коллегалардың жұмыстарын сол кітап бойынша қарап жұмыс жасаймыз, но бірақ результатқа жете алмаймыз басында. Не үшін? Адамдар келіп жатыр, қараймыз, басқаша, что-то не то. Бұл жерде басқа бірдеңе не то. Сол кезде қараңызшы, сонша потокты жасап жатқан кезде мен мына нәрсені түсіндім да, оказывается, біздің қазақтарда варикоз басқа.
анатомия. Бізде матка варикоз деген үлкен проблема. Мен мысалы әрқашан видеомда да айтамын да, мысалы 10 орыстың әйелін Ресейде емдейтін болсам, оның біреуінде де матканың варикозы болмайды. Тек аяқтың варикозын емдейсің, стандартына болды, кеттің. Қазақтың 10 әйелі келе ма бізге, оның 7-8-інде аяқтың варикозымен қосымша маткадан бір варикоз шығып тұрады. Қараңызшы, екеуі де адам болғанымен анатомиясы ит пен мысық сияқты да, мысалы екі түрлі. Біздің генетикамызда. Бізде мүлдем басқа варикоз. Мысалға дамыған елдерде барып қарағанда, олар даже матка жақтың варикозын қарамайды, басқа облыстар қарамайды. Тек сол кітап бойынша стандартны қарады, соны емдейді, болды. Даже Ресейде болған кезде де мысалы коллегаларымыз мына жақтарын қарамайды. Даже Ресейдің бір врачы келіп бізде елде жұмыс жасаса, осындай оңтүстік өңірде көп бала туатын елді мекендерде оның жұмысының результаты көп болмайды. Не үшін? Өйткені біз айттым ғой, варикоз мүлдем басқа. Сосын мен уже түсіне келе менде қазір жеке методика, авторский методика шықты да, қалай диагностика жасау, қалай қараймыз біздер. Оны ұмыттық уже, ол кітап бойынша қарауды. Және де бізде вообще табылмаған, кітапта жазылмаған, адамдар білмейтін тамырларды таптық. То есть сондай тамырлар. И соны қалай емдеу? Басында былай емдейсің, басқа нәтиже, былай емдейсің, андай идеальный емнің нәтижесінде шығардық. Сондықтан енді мен осы нелер бойынша да өте қазір алда уақытта жоспарда, мысалы шығарғым келіп тұр, әлемдік деңгейге шығаруда менің арманым негізі осы проблеманы басқа мысалы жаңағы ғылыми институттарға шығарып, соны зерттеу. Вообще бізде неге бұндай үлкен проблема матка варикозы деген, неге өте көп? Вот сол да. Значит, сіздерде тәжірибе даже көп қой. Тәжірибе өте көп. Там запад дейді енді да. Иә. Соған қараған кезде сол себептен. Мысалға мен Дубайда болғанда, Японияда болған кезде, олар мысалы пациентті қараған кезде мен айтамын да, ең күрделі варикозды көрсетші деймін да, ең күрделі варикоз. Біздің 15-20 минутта емдейтін жай әшейін варикоздар олар үшін өте күрделі варикоздар. Қараңызшы. Біздегі мынау асқынып кеткен варикоздарды көрсе, олар талқылайды. Ондай варикоздар көрмеген де олар. Мүмкін ілуде бір ауылдық жерлерінен бір келетін шығар, редкі, бірақ өте редкі. Бізде мысалы 10 операция жасайын ба, 10 операцияның 7-8-і күрделі варикоздар. Бізде ондай оңай варикоз деген жоқ. Өйткені халықта да сондай менталитет қалыптасқан. Біз денсаулыққа үнемі қараймыз, біз денсаулықты ең соңғы орында қоямыз. Когда жүре алмай қалған кезде ғана келіп емдетеміз. Осы мен ойымша өте маңызды тақырып. Не себептен біз осы денсаулықтың қадірлемейміз? Өйткені мысалға мен былай түсіндіріп айтар едім. Мен кеше мысалы Японияда болған кезде, оларда былай екен, дамыған елдерде жалпы, Японияда оларда мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ қарапайым халыққа. Ақшалай көмек жоқ. Медицина тегін емес. Медицина тегін деген жоқ ол жақта. Барлығы платный. Медицина өте қымбат. Мысалға сіз жұмыс жасайсыз, сізге келіп айтады, міне медицинский страхование бар ғой жерде, страховка, медстраховка. Ол жерде де пакеттер әртүрлі. Мысалға 30%-на дейін зарплатаңды беруге тура келеді. Егер тегін медицинаны алам десеңіз, 30%. Қараңызшы. Енді одан да арзан пакеттері бар. Егер де оны сіз төлемейсіз ба, егер Құдай сақтасын ауырып қалдыңыз, сізде ақшаңыз жоқ па, сізге ешкім тегін операция жасап бермейді. Просто коридорда жатасыз, болды. Кассаға төлейсің, сосын барып операция кіргізіп жасайды. Сол үшін олар денсаулыққа өте қатты мән береді. Бір жер ауырып қалды ма, немесе ауырмаса да жыл сайынғы скринингке өздері үшін тексеріп тұрады, чекап полностью тексеріп отырады. Қараңызшы, мемлекет тарапынан барлық жауапкершілікті денсаулықты өзінің мойнына асып болғанда олардың халқының. Өйткені оларда бала шаға жоқ, оларда тумалаш туыс жоқ. Егер бірдеңе болып қалса, оған ешкім көмектеспейді. Енді ол солай ғой, жеке өмір сүреді ғой. Сол үшін олар бірінші денсаулықты қояды. Мысалға мен айтайын, мысалы 2 қабат, егер әйел адам жүкті болып қалса, соңғы аптасына дейін жұмыс жасайды екен. Баласын туады, туғаннан кейін 3 айдан кейін қайып жұмысқа шығу керек екен. Шықпай ма, жұмыстан шығарады. Қараңызшы. Бұл Японияда ма? Японияда. Мысалға, мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ. Сонда мен де ойлаймын да, барлығы платный болған кезде де халық бағалап бастайды. Бізде мысалға даже жыл сайынғы тегін скринингке мысалы халыққа звондап шақыра алмай жатады. Керек жоқ. Қазір мен ауыртқан жоқ, бармайды даже.
мысалға мемлекет тарапынан өте көп ақша бөлініп жатыр бізге. Қараңызшы, мысалға кардиохирургияның бір операциясы 2 миллионнан там қымбат 8 миллионға дейін операциялар бар. Оның бәрін мемлекет төлеп беріп жатыр сізге. Мысалға қандай операция болсын барлығын мемлекет бізге тегін төлеп беріп жатыр. Дәл бізде мемлекеттегідей бөлініп жатқан медицинаға ақша жағдай ешқандай әлемде жоқ. Оны мысалға біздер айтамыз ғой, жаңағы біз пока оны көрмейміз, бағаламаймыз, пока сіз шетелде тұрғаннан кейін медицинаны жек көріп кетесіз, өйткені сіз көп ақша жұмсайсыз медицинаға. Мен бір досым айтқан тұғын, Америкада бір жерім ауырып қалды деді. Сөйтіп мен барған ғой клиникаға, сөйтсе там қанша деді, 10 мың доллар ма бір нәрсе деген. Сөйтіп оған самолетқа там 1,5 мың долларға билет алып, Қазақстанға келіп, емделіп кету арзанырақ түскен да. Бізге Турциядан, Дубайдан да келіп емдетеді адамдар. Біздің соты жұмыс жасайтын адамдар емдетеді да кетеді. Өйткені ота медицина өте қымбат. Ол жақта сен ауырмауың керексің. Қараңызшы. Сондықтан мысалы бізде даже күрделі варикоздар келеді ғой. Ананы көрсең шошисың. Мен айтамын, мынамен қалай жүрдіңіз? Бір рет болсын бір дәрігерге бардыңыз ба деп сұрасаң, былай айтады ғой. Дәрігерге барған жоқпын, көршім айтты, оның емі жоқ деп айтты, варикоздың бәрібір. Осылай жүре бересің. Немесе врачқа бардым, просто маған осындай дәрі берді дейді. Мен айтамын, жақсы, ол немесе сүлікке барады, ара шақтырады. Біз әлі сонымен жүрік. Әлі сонымен күрес жүрік та. Мен айтамын, жақсы, бұл врач былай деді. Екінші бір интернет желісінен іздеп, бір қызық емес па, мысалы өзіңіз денсаулығыңыз басқа дәрігерді біліп қарамаңызбен жоқ дейді. Сонда қараңызшы, бізде сондай нәрсе қалыптасқанда біз барлық бірінші денсаулығымызды бірінші кінәлап қоямыз. Дәрігер кінәлі, потом жаңағы мемлекет кінәлі. Ол бізде бар, ол дұрыс емес. Ол бір үлкен сондай бір проблема. Бірінші әр адам өз денсаулығына өзі жауапты болу керек, міндетті түрде. Сол кезде получается сіздің ұсынысыңыз мемлекет тарапынан да ондай қатты ақша бөлінбеу керек қой, біз сол нәрсенің қадірін түсіну үшін. Штрафқа да бұрында камералар жоқ кезде менімен шешуге болады, тез жүре беретін еді ғой. Қазір камералар сергектер қойды, тәртіпке келді. Бұл енді мынандай проблемада, қараңшы, егерде мемлекет ешқандай бізге ақша бөлмей қойса, енді есептеңізші, мысалы жүрек ауырды, 2 миллион теңге, мысалы әрқайсысы қалтасы көтермейді да халық. Жоқ, енді поэтапно деп жатқаным ғой. Ну, сондықтан бұл өте қатты ойланатын нәрсе. Просто бұл жерде жүйені өзгерту керек бізде. Жүйені өзгерту керек, басқаша подходпен келу керек негізінде. Бірақ бізде жаңағыдай ғой, мысалға айтамыз ғой, бізде дәрігерлерге сенбейміз. Мен мысалға айтайын, шынды айтайын. Қаншама доктор болсаңыз да, атағыңыз шықса да, өзіңіз керемет профессионал болсаңыз да, мен докторларды көрген кезде мен оларға сенбеймін. Әсіресе қазақстандық докторларға. Екіншіден мен оларды коррупционер деп ойлаймын. Өйткені енді басынан өткен көптеген тәжірибе бар да. Барасың, енді тегін деген сияқты ғой, ананың түріненше сенен бір ақша дәметіп тұрған сияқты ма, сөйтіп өзің ұяласың, ананың ақша берсең, енді сен де получается коррупцияға үлесіңді қосып жатсың дегенде ғой. Бірақ ананы бермесең де біртүрлі сияқты да, біздің мәдениетте уже адамдарға ақша беру де уже сіңіп кеткен сияқты да. И содан кейін мен, например, өзім 11-ші класста аяғым бір ауырған кезде, аяғым ақсандай бастадым. Мен Китайға ұшып бардым. Емделу үшін. Сол сенім болмағаннан. Өйткені, например, сіз айттыңыз ғой, мен Инстаграмды жүргізе бастадым. Өзімнің жұмыстарымды, кейстарымды көрсете бастағаннан кейін адам сіздерге сене бастады да. Біз қарадық, енді ешкім жоқ болды ол кездерде. Сол себептен ақшасы бар адамдар басқа шетелге барып, Япония, Корея, Турция, Германия дейтін, Израиль өте қатты дамыған медицина елдер дейді ғой. Ал сіздің қазіргі айтуыңыз бойынша біздегі врачтардың опыты олардан да жоғары. Біз негізінде получается медицинский туризм дей ма? Сондай нәрсені жасауға болатындай дәрежеге жеткізуге болатын сияқты да. Қалай ойлайсыз сол туралы? Мен былай айтар едім негізі. Біз былай ғой, мысалға сиырды тақыр жерге байлап қойып, одан жағы неге бір шелек сүт бермеді деп ренжиміз да. Ну, примерно солай. Өкінішке орай, сіз айтып отырғаныңызда дұрыс, сондай қоғамда сондай нәрсе қалыптасып қалды. Дәрігерге сенбеушілік, және де жаңа барсаң бірдеңе дәметіп тұр деген сияқты.
бұл жерде бір ғана бұл дәрігердің кінәсі емес. Вообще медицинская жалпы бұл жүйеде қалыптасқан соның қатесі. Мысалға қараңызшы, кез келген дәрігер, мен ойламаймын, кез келген дәрігер оның жүрегінде мына адамға көмектесейін, мына адамның ауруына шипа болайын деп ол сондай ниетпен жасайды. Кез келген дәрігер, ол дәрігерде ондай мысалға жаңағыдай не пиғыл болмайды. Екіншіден, өйткені бізде 7 жыл оқыған кезде біз соны сіңдіреді біздің бойымызға. Қараңызшы. Екіншіден, мысалға біздің Қазақстанның дәрігерлері, мысалы хирургтарын айтайыншы, қолы деген өте мықты. Біздерде мысалға не деген мықты хирургтар бар, қолдары алтын десек те болады. Және де осы медицина саласына атсалысып, осыны дамытайыншы, елде бір сондай медицинаны бір күшейтейінші, өз салам деген сияқты мамандар да өте көп, дарынды, мықты жігіттер, фанаттар да өте көп негізінде. Бірақ олар туралы ешқандай біз айтпаймыз, біз тек жаман жерін шығарып соны постоянно айтып отырамыз ғой. Енді қараңыз, өкінішке орай, жаңағыдай жұмыс істеу барысында, жаңағыдай әртүрлі проблемаға байланысты, ортаға байланысты, ол сондай жолға түсіп кетеді, врачтар. Енді қараңыз, бізде мынандай жүйе болу керек. Дарынды, мықты бала келеді ғой, мына дамытам, мен істеймін деген сияқты сондай мотивациямен келген бала түскен кезде, жұмыс істеу ортасына түскен кезде, ода андай система болу керек. Түстің, ода жолы ашық болу керек, қолын қақпау керек. Сіз жақта он шақты қалаға бару керек жоқ дейсіз. Ол қараңызшы, мысалға мен өзімнің ойымдағы нені реализовать ету үшін мен кім болуым керекпін? Мен заведующий болуым керекпін. Заведующий болу үшін мен қанша 10 жыл, 20 жыл жұмыс істеуім керекпін. Ол кезде сенің уже баяғы нең бәрі өліп қалады ғой. Мысалға қараңызшы. Сондай бір не болу керек, мүмкіндік болу керек. Ол бір. Екіншіден, ол дәрігерде мотивация болу керек. Мотивация дегенде, мысалға қараңызшы, так мен ойымды былай жинақтап жіберейін. Мысалға бізде министерство бар, аурухананың директоры бар, начальство, сосын жағы отделение, врачтар бар. Бұл үш жүйе бізде жеке әлем ғой, үш әлем. Мынау директор дәрігерлермен байланысы жоқ. Директор ол мысалға дәрігермен ол не істеп жатыр, қандай пациент келіп жатыр, оларға не жетіспейді, ондай нәрсе жоқ. Қараңызшы, проблема да, обратный связь жоқ екеуінің арасында. Өйткені біз неге ориентировал керекпіз? Біз пациенттің айналасында жүру керекпіз. Пациентке не керек? Біз сол жағдай жасау керекпіз да. Қараңызшы. Өйткені ол пациенттермен нағыз арпалысып жатқан кімдер? Ол дәрігерлер. Прием покойда, операционда, нелерде. Қараңызшы. Өйткені енді қараңыз. Осы жерде чтобы жаңағыдай айтып отырсыз ғой, мысалға бір случайлар болады. Ақша бермейін десе, мысалы бір адам бар да, жақсы ем алып кетті, бірақ от души бергісі келеді. Болады ғой мысалға. Шын ниетпен қуанып, ауырғаны кетті, басқасы кетті, операциясы сәтті өткеніне қарай ақшасын беріп кетті. Екінші адам келеді да, тоже солай беріп кетеді. Ал үшінші адам келеді, оның ақшасы жоқ, ол результаттан недоволен. Бірақ ол беруге не істейді, амал жоқ, айналасына қарап тура келеді да, беріп кететін кездер болады. Амал жоқ береді, мысалы. Сөйтіп отырып, жаңағы мысалға дәрігерлер оны как бизнес сияқты кәсіп қылып алғандар да бар. Дәмететіп қалады. Қараңызшы, ол да бұл жерде халықтың да қатесі бар. Просто ол ақшаны олай бермеу керек пациенттер негізінде. Ол істеген жұмысының нәтижесі, результат күшті болса, ол ақшаны больница тарапынан беру керек қой негізінде. Как мотивационный соның жұмысы үшін сол ақшаны больница беру керек негізінде. Бізде берілмейді. Бізде берілмейді. Бізде қараңыз, врачтың өзінің фиксированный оплатасы бар. Мысалы 200-300 мың теңге окладты қойып қояды. Ол 1,5 сутка жұмыс жасайды. Қараңызшы, 1,5 өте қиын, түнімен ұйықтамай 1,5 сутка. Ол бәрібір сол ақшаны алады. Сонда айналып келгенде ол не істейді? Науқастарын былай айтқанда соның жағы рахмет қолына қаратып қалады. Қараңыз. Мен де баяғыда мысалы жұмыс жасаған кезде мен айтатын 2 миллионның операциясын жасаймын, бір операциядан шығамын кардиохирургия, 2 миллион уже больницаға мысалға доход әкелдім. Неужели соның бір 10 мың теңгесін маған бонус сияқты бермейді деп та мысалға. Ренжитін бірақ. Мен қазір енді осы өзім клиниканың несі болған екен, мен оны есептедім, қарадым, мен оны білдім. Ол бере алмайды екен клиника. Больница бере алмайды саған бонусты. Не үшін? Өйткені мемлекеттен енді бөлінген ақша ол тақтық артық бір ақша түспейді. То есть жыл ай біткеннен кейін расходтың бәрін жіберсе, пайда жоқ ондай үлкен.
өйткені больницаның дамуына оған да ақша керек қой. Иә. Жаңа аппарат алады, жаңа кадр алады деген сияқты. Олар да жетпейді, ол бере алмайды да. Өз шығын өзі жауып отырады, міне осындай. Енді қараңыз, негізінде бұны өзгертудің мынандай жүйесі бар. Мен просто өзім қысқаша ойымды айтып кетейін. Біріншіден, мысалға мемлекеттен ақша бөлінеді ғой. Айтарлық Шымкентке 10 миллиард ақша берді мемлекет. 10 миллиард ақша. 10 миллиард бөлінген ақшаның, мысалы 4 миллион областная больницаға, 4 миллионын Россияға бөлдік. Енді бұлар госпольницалар ғой, бұларға обязательно береді. Ол жақта жаман емдеп жатса да бәрі беру керек. Қалған мысалы 2 миллиардты ол қалған 10 клиникаға бөле салады. Мысалы осылай берді. Бұл жерде осы мемлекеттен бөлінген ақша бірінші кімге барады? Мысалы фондқа барады, ФОМСқа барады. ФОМСта уже ол өзі біледі. Енді комиссиясы бар, бірақ бәрі өзінің адамдары өзі біледі кімге қанша ақша беретінін. Қараңызшы, олай болмайды. Негізі компьютер шешу керек деп ойлаймын. Өзінің бір сондай бағалайтын несі болу керек, адам араласпау керек. Адам араласқан жерде все, уже ол әділдік жоқ ешқандай. Сразу айтайын. Енді ол өзі біледі. Кім ұнайды, кім дұрыс подход жасады, соған береді ақшаны көптеу қылып та, мысалы айтарлық. Ал ең көп суманы 4 миллиардтан беріп тастады 2 госпольницаға. Өйткені бермеске болмайды. Ол госпольница. Қараңыз. Просто так ақшаны алу деген болмау керек вообще. Қараңыз. Сонда біз 10 миллиард түсті ма ақша, оны біз қандай да бір показательге қарап беру керекпіз. Оны қалай анықтаймыз? Мысалға, областная больница осындай жұмыс жасады ғой. Соның әрбір шыққан науқастар бір қандай да обратный связь қалдыру керек. Немесе бір анонимный бірден жазып кету керек. Емге довольнсың ба? Я доволен, там, или ақша сұрады, немесе ұнамады деген сияқты нәрсені жазып қалдырып кету керек. Сондай бір опростар бойынша, честный да, сондай опростар бойынша жаңағы мемлекеттен бөлінген ақшаны клиникалар, вот кім дұрыс жұмыс жасап жатыр, кім жасамай жатыр, соған қарай беру керек. Просто так ақшаны ала салу деген болмау керек, то что ол гост болған үшін. Қараңыз енді. Больницаға ақша түскеннен кейін, егер ол просто так берілу керек ақша болған екен, ол жерде де начальствоның онда интерес жоқ. Не істейді ол? Бәрі и так келіп жатқан ақша. Әрбір ақша бағаланып тұрған жоқ бұл жерде. И соответственно ол әрбір кіріп шығып жатқан науқасқа немесе врачқа оның несі жоқ, интересі де жоқ, былай айтқанда. Мысалға жаңағы отделениенің ішіне обратный связьді қою керек. Мысалы әрбір науқастар мысалы қандай беше ұнады, ұнамады деген сияқты. Сол бойынша егер жұмыс жасайтын болса, әрине ол оның бәрін құртады ғой, мысалға. Рейтинг сияқты болады. Иә, рейтинг ұстап деген сияқты. Ол үшін мына директорде де интерес болу керек та. Бұда да қандай да бір сондай мотивационный, егер де ол бәріне бонус KPI қою керек. Егер де күшті жұмыс жасаса, значит директорге де бірдеңе там түсу керек та, енді осы бөлініп жатқан ақшадан, мысалы, чтобы келесі жылда осы ақшаны алып қалу үшін деген сияқты. Сондай бір жүйе дұрыс болу керек деп ойлаймын. Ол бизнес емес қой жақта. Ол жақта олар ақшаны просто келіп жатқан ақша, соны жұмсау керек. И сол үшін жаңағыдай, мысалы, врачтарға KPI система қою керек та. Мысалы, патологты алып тастау керек. Врач жұмысына қарай, мысалға, там білмеймін, 10 миллионға дейін ақша табуға мүмкіндігі болу керек сол жерде жүріп. Қараңызшы. Вообще патологты алып тастау керек. Енді сізде ше қалай? Өзіңіздің жүйелеріңізбен мысалға, біздерде Шымкентте бар сізде? Иә, бізде Шымкентте бар. Мысалға, бізде KPI система, біздерде патолог деген жоқ. Біздерде мысалға істеген жұмысымызға қарай біз қанша, мысалы, шегі жоқ, таба бересің ақшаны. Жұмыс істемедіңіз. Сіз ғана ма ол? Енді сіздің клиникаңыз болғаннан кейін сізде шек жоқ қой. Сізде жұмыс істеп жатқан врач. Жұмыс істеп жатқандар да сондай. Оларда бізде андай жаңағы оклад бір неде отыру деген жоқ. Мысалға, қанша операция, қанша жұмыс жасадың, соған қарай сен ала бересің вообще. Бізде врачтарда да мысалға мотивация да ол. Сондай не қою керек системаны. Жалпы сондай. Не сұрасам бола ма? Сосын бір момент айтып кете салайын. Мысалға айтамыз ғой. Мен де байда сөйтіп ойлайтын. Европа жақсы, шетел жақсы, несі жақсы деп. Ең қараңыз, мысалы, кеше Японияда болған кезде, вообще шетелде запущенный ауру деген жоқ. Барлығы уақытылы келетін аурулар. Сол үшін ол жақта результат 100% болады. Мысалы, барлығына бізде ол жақта запущенный асқынып кеткен аурулардың барлығы осы СНГ-ден келіп жатқан адамдар. Олар эксперимент жасап жатыр. Ол бәрібір емделмейді ол ауру. Тәжірибе жинап жатыр. Иә, ол емделмейді ол ауру. Мысалға, сізде онкология уже 4-й степень, мысалы, метастаз болса, біздің Қазақстан бір жылға продлевать етіп берсе, ол может ары кетсе 3-4 жылға продлевать етіп беруі мүмкін. Бірақ оның емі жоқ та, өйткені запустила ол ауруды. Сол сияқты нәрсе да, мысалы, бұл жерде. Сондықтан
ең бірінші егер ол уақытылы келген болса, қандай ауру болсын, оның емі 100%. Біз сонысымен де ұтылып жатырмыз. Өйткені халық жақта да қателік бар. Біз асқындырып келеміз. Ол жақта ондай нәрсе жоқ. Екіншіден, медицина өте қымбат ол жақта. Барлығы платный айттым. Мысалға бір варикоз кеше Дубайда 2 миллион тұрады. Мен 200 мыңға жасаймын, ол 2 миллион тұрады. Қараңызшы, сол аппарат, сол технология, сол әдіс бәрі один в один 2 миллион. Ну, олар біз сияқты жаңа 100-200 операция жасамайды, бірақ 5 операция жасайды айына, мысалға да айтарлық. Опыт бізде одан 1000 есе үлкен. Қараңызшы. Бізге получается, мен түсінгенім, қараңыз, қорытындысылық та сіз айтқаныңызда. Халық скрининг жасап тұру керек, да? Скрининг жасап тұратын болса, ол получается ертерек біледі ғой, қандай стадияда ауру екенін. Біздің врачтарда одан опыты жоғары. Иә. Дұрыс па? Барып, қазір шетелге барып, ақшаны үшін жұмсай беру керек жоқ. Мен де онкологиямен қаншама ауырған адамдарды естимін, Кореяға, мынақа бір емделген адамды көрмедім. Если қараңыз, егер де ол алғашқы сатыда болса, иә, бізде енді 3-4 там жоқ, алғашқы саты метастаз жоқ, ал саты болса, мысалға, ол толық емделіп кетуге шанс бар ол адамда. Ол біздің елде де шанс бар, ол жақта да шанс бар. Түсіндіңіз ба? Өйткені мысалы шетелде қандай да жаңа әдіс шыға ма, оны біздің елде ол дәрігерлер енгізеді, оның барлығын. Ол нәрсе жоқ, жаңа тек сол жасай, мынандай жасайды. Сондықтан деген жаңағыдай ғой, медицинаны, біздің медицина саласын көтеру үшін жүйені түбегейлі өзгерту керек. Министерстводан бастау. Біріншіден министерстводан бастау керек. То есть, мынау қараңыз, бізде қазір министерство бөліп жатқан ақша бар ғой, бір ауруға, мысалға, жүректің ауруы мысалы 2 миллион деп алайық примерно. Оған кететін расход өте көп мысалға. Жаңағы расходный материал анау бәрін есептегенде, негізі сондай ақшасын шамалы көтеру керек министерство, қайтып қарастыру керек. Өйткені больница оны жасайды 2 миллионды, бірақ ода больницада көп пайда қалмайды да. Врачтарға беретін бонустары болмайды олардың қолдарында. Мен білемін, что расход көп, өте көп. Бере алмайды просто. Баға да ашын көтеріліп отыр күннен күнге. Сосын ол больница амал жоқ, жаңағыдай тек бір окладты қоюға тура келеді. Сосын соответственно ол врач айналып келгенде не істейді? Ол материальный все равно көмек, ол ақша керек, ол кез келген врачқа. Баяғы фанатизм ненің барлығы өледі. Өмір сүру барысында 5 жылдан кейін сосын ақшаға келіп тіреледі барлығы. Сосын жағы науқастардың қолына қарап қалады врачтар. Сол үшін ол ақшаны больница беру керек бонус ретінде. Төбеде министерстводан система өзгеру керек. Система өзгеру керек. Көп ақша үстінен көп беру керек. Бірақ бергенде де әрбір больницаға бірден бере салмау керек. Қарастыру керек. Кімнің рейтингі жоғары? Чтобы ол больница әр алып жатқан ақшаны несін бағалау керек та ол ақшаны. Зато ол уже сол ақшаны алу үшін директор заинтересоваться етеді да, ол әрбір врачты қадағалап бастайды. Не істеп жатыр ол врач? Ақша алып жатқан жоқ па? Налево направо. Жұмысы қалай деген сияқты. Вот соған мән береді. Сосын мынандай нәрсені құрту керек. Бір адам өмір бойы отыру деген нәрсе да, мысалға қараңызшы. Заведующий бізде бүкіл билік соның қолында. Оның қол астында врачтар артық ештеңе істей алмайды. Тек заведующийдің айтқанына бағынады. Енді қараңыз, бұның үлкен бір минусы бар. Ол адам жаңағыдай келген ақшаның бәрін жағы науқастардан алатын болса, ол ешқандай дамымайды ол адам уже. Одан әрі ізденбейді. Ол өткен комфорт условияда отыр. Ол өзінің орнын бермеуге тырысады. Басқаға дамуына мұрша бермейді, және өзі де дамымайды. Түсінсіз, білімсіздікке алып келеді ол. Сондықтан мынандай жүйе болу керек. Заведующий болу, ол үшін мысалы өзінің критерий. Так, мынанша адам сені мақтау керек, шыққан емнен шыққан адам шынайы болу керек. Екіншіден, сен қандай да бір новый технология енгізіп отырсың, даму керек. Медицина деген вообще дамуымен тұрады вообще. Ол 7 жыл оқыдым, болды өмір бойында. Мысалы 90-шы жылдар жасап жатқан операциялар до сих пор жасап жатқандар бар. Даму жоқ, потому что. Енді ол врач даму үшін де оған да ақша керек. Ол ақшаны больница беру керек. Өйткені шетелге шығу, ол новый технологияны үйрену, оның бәрі ақша мысалға да. Сондықтан врачта ол мұқтаж болмау керек ақшадан. Ол барлық акцент ойы бәрі жаңа не болу керек, жұмыста болу керек. Сонда ол күшті нәтиже болады. Күшті, керемет. Мына айтқан дүниелеріңізде енді министерстводан адамдар көрсе, больницаның заведующий, главврачтар көрсе, может быть, демократияда болу керек шығар. Например, қазір президенттер да там 7 жылға 5 жылға сайланды ма, одан кейін ол екінші рет уже бола алмайды. Там зам болуы мүмкін, но басқа біреуге шанс беру керек та. Өйткені бір комнатаға сен кіресің, күнделікті үйреніп қалсаң, мынау былай тұр ма? Екінші келген адам
давай мына гүлді басқаша қылып қояйық дейтін ойға келеді ғой. Иә. Өйткені өзі бір нәрсе өзгерткісі келеді да. Иә, Менің ойымша ол да бір жақсы практика болуы мүмкін мемлекеттік орындарда да. Енді президентімізден басталып тұр ғой енді ол. Иә. Да, бір орында ұзақ отыру дейтін. Сол себептен де менің ойымша да су да бір уақыт бір жерде көп тұрса, ол да шамалы уақыттан кейін ол да сасиды дегендей. Иә. Сіз бана айттыңыз өзіңіз 200 операция жасайдық деп айына да. Негізінде простой врачтар да, кәдімгі жұмыс істейтін, олар қанша жасайды? Мысалға 5 жасайтын бар, 10 жасайтын бар, 15 жасайтын бар. 20 деген ол өте көп. 20 операция. Сіз 10 есе сол кезде 10 есе нагрузкамен. Это жылдар бойғы жұмыс. Ол өте, мысалға мен кейде ойлаймын да, неге Алла тағала осылай пациенттердің бәрін беріп қойды деп та, мысалы үлкен поток. Бұл да бір нәрсенің несі шығар деймін да, мысалы представьте, басқа ешкім жасамайды, тек сен ғана жасап жатсың да, осындай количество операция. Жайдан жай емес қой ол. Иә. И соны мен кеше түсіндім да, наверное, осы қазақ әйелдеріндегі осы варикоздың ерекшелігін осыны ары қарай зерттеу. Сіз ана алдында өзіңіз оқығанды жақсы көретін енді соны бір кітап жазып. Иә, өйткені шынымен де да, менің қазіргі негізгі мақсатым сондай. Неге бізде сондай ерекше басқа елге халықпен салыстырғанда деген сияқты. Сондай бір өйткені оған да біз қалай келдік? Осылай жылда осындай количество операция жасап жатқан кезде сен уже байқайсың ғой. Қандай да бір тамырлар шығады, қандай да бір не, содан кейін барып түзілді да ол нәрсе. Енді қазір сол бойынша жұмыс жасағым келіп отыр көбіне. Уже операциядан шаршадым, операцияда көп баяғыда тұрғым келмейді, шынымды айтайын. Енді біздерде мысалға бір үлкен мотивация бар да, ұзақ жұмыс жасаудың да. Не үшін дейді ғой мысалға? Адам емделіп шығып, кейіннен оның нәтижесін көрген кезде, ол адамның қуанышын көрген кезде, сенде андай екінші не ашылады да, тағы жасаған келіп тұрады. Сол нәрсе. Негізінде өзіңізде андай амбиция бар ма? Осы денсаулық министрлігінде бір лауазымдар болашақта бір мен баяғыдан айтатын, мен жаңа заведующий бастық болуға вообще ешқандай нем жоқ. Қызығушылық жоқ. Мен адам емдейтін сондай дәрігер боламын деп баяғыдан айтатын. Қасымда айналамдағы достарым да біледі оны. Бірақ ешқашан ондай істемеймін деп айтпау керек екен ғой, өйткені мен жаңа директор қылып қойды онда клиниканы қазір 2 клиника бар. Кәсіпте де айналысып отырмыз дейсіз. Өйткені мысалға менде көп шаршайтыным, ол жұмыстан шаршамаймын, таңнан кешейін тұрған. Сол 7-8-де шығасың да, сосын организационный моменттер қараңызшы, өте көп та, ол шешетін проблемалар. Содан шаршайсың. Өйткені ол сенің салаң емес. Вот кәсіпкерлік дейсіз ғой. Кәсіпкерлік, иә. Мен үшін мысалы кәсіпкерлік ол қиын, шынымды айтсам. Одан мысалға жұмысын жасасаң, өзіңнің білетін, ол вообще кайф негізі. Ол жақтан да білім алып жатсыз ба? Ол жақтан да білім алдық. Білім алуға тура келді. Өзіңіз ғана дамып жатсыз ба, немесе әйеліңізбен бірге ма? Жоқ, біздер әйелімізбен әрқашан жүріп дамимыз. Өйткені егер де тек өзің ғана дами беретін болсаң, сенің білімің, сенің санаң мынандай болады да, әйелің санасы мынандаймен қалып қойса, ертең арада бір-бірін түсінбеушілік болып, көп жағдайда ұрысып жатады. Негізінде бизнесте сондай неде сондай көп та. Сондықтан қандай да бір білім алсаң, қандай да бір неге барсаң, әйеліңмен бірге дамып отыру керек. Және бір-біріңе жаңа көмектесіп ақылын айтып отырасың да. Ол да сізді басында қолдағандай, соған сізден ответка дейсіз ғой. Иә, бұл жағынан біздерде енді болды, қатты шаршаған кездерде, мысалға қойшы тастап та кеткім келген кездер болды. Қатты қиналған кезде уже күшің жоқ, ары қарай қайда барамын енді, не істеймін деп басын қатырып отырасың. Проблема мынандай. Сен вообще басқа, сен өзің жаңа медицина саласы емес, айналасындағы проблема да, мысалға. Сондай моменттер өте көп болатын. Неге сол баяғы өзімнің жаңағы госпольницама барып жұмыс жасай берейін ба деген сияқты да. Сондай да ой келе ма? Иә, ондай өте көп келеді. Бірақ енді ол қазір емес, осыған дейін кездерде. Негізінде ақша жағынан ше, например, сіз айттыңыз ғой бағана там гостарда 200 мың, там 300 мың, 400 мың алу мүмкін дегендей. Ал негізінде частный клиникаларда енді айлық жоғары бола ма? Частный клиникаларда, қараңыз, частный клиниканың госпольницаның айырмашылығы, ол жерде директор, ол заинтересованный, мысалы директор енді барлық нәрсені жасайды. Өйткені оның жаны ауырады, клиникасы үшін. Сол үшін біздерде мысалға мен былай істегім келеді да, клиника ол сондай площадка да, и әрбір адам ол жерге келген кезде ода мүмкіндік бар да, не істеймін десе де.
бір нәрсені енгіземін, дамытамын. Мысалы мен кезінде істей алмадым ол нәрсені, көп нәрселерді. Ол ондай мүмкіндік олардың барлығында болады. Бір. Екіншіден, оларда жаңа айттым, патолог жоқ. То есть қанша табам, қалаған. То есть ол жерде жаңа фиксированныйдан аспайды деген нәрсе жоқ. Сол үшін ол бізде просто площадка, клиника. Плюс-минус қанша табуға болады сіздерде? Біздерде 8-10 миллионға дейін. Сондайға дейін табуға болады. Болады, иә. Өйткені көрген врачтардың барлығы резюме сізден жұмысқа қабылдайсыз ба негізінде жақсы мамандар? Иә, біздер жестко отбор аламын. Мен личный өзім. Өйткені ол врачтың тек қолына қарамай, мен оның мысалға біліміне, оның адамгершілігіне, оның ценность, мысалға біз әрқашан айтамыз, жаңағыдай біздің негізгі мақсат, біздің негізгі миссиямыз келген адамның бүкіл проблемасын шешіп беру да. Қараңызшы, ақша табу емес, оның ақшасын алып қалу емес, ең күшті результат алу керек ол адам. Басқа жерде жасай алмайтын, басқа жерден де комфортный ем шығу керек та. Просто емделу емес, как өте жоғары нәтижеге жету керек. Біз соған стремиться етеміз. Сервис жағынан ше? Вот мен бір мысалды айтайын. Астанаға мен деген енді врачқа бардым, ұшып самолетпен. Аты шыққан екен, Инстаграм жүргізеді. Сөйтіп кірген жерінде былай жазып қойған. Айтпай ақ қойын енді қандай врач екен. Запомните, вы тут не клиенты, а вы тут пациенты дейді. Что скажет врач, короче, то и будет дегендей ма, сондай не жазған ғой. Короче, маған тут сервис дейтін, короче, басымды ауырта бермеңдер, мен қалай айтамын, солай жасайды деп мен қабылдадым да. И менде өзімде бір түрлі болып қалды да. Кірген кезде сол нәрсені осторожно, злая собака деген сияқты оқығандай болдым да ше. Неге осы бізде сервис дейтін нәрсе жоқ та врачтарда. Мен өзім қатты байқаймын, көп жерге барасың да, сен даже платныйға барғандардың өзі саған андай қылып қарайды да. Не той киіммен кіріп қалсаң, я білмеймін енді ше, аналар қалай қарайтын. Қараңызшы, мысалға біз әрқашанда кез келген критиканы, кез келген нені қабылдап білеміз. Мен әрқашанда қасымдағы дәрігерге де сөйтіп айтып отырамын. Бізге адамдар жазса екен деймін да. Өйткені мүмкін емес та, ол сені мақтай беріп, сен барлығы 100% күшті болу мүмкін емес. Мен әрқашанда біз пациенттерге обратный связь жібереміз, сообщение жібереміз. Ем алып кеттіңіз, жазыңызшы бізге минустарымызды. Біз өзгергіміз келеді, біз соны құртқымыз келеді. Өйткені барлығын біліп келмейді ғой адам. Походу сол нәрсені. Сервис жағын айтып отырмын да мен мысалға. Біреулер жазады, мынаны істеу керек, мынаны істеу керек, біз соны істейміз, соны тырысамыз. Неге осы біздің қазақтың әйелдері да өзінің денсаулығына мүлдем уақыт бөлмейді, ақша бөлмейді? Ол біздің менталитеттен ба, күйеулерінен ба? Сіздер енді күніге көресіздер ғой, сол туралы бір бөліссеңіз. Мен же айтып отырмын, мысалы неге қазақтың әйелдерінде варикоз өте көп, иә? Мысалы орыс ұлттарына қарағанда. Біздің енді неміз бойынша кеше ғана бір случай болды. Бір кісі әйел адам, енді күнде келеді ондай адамдар. Варикозы деген өте қатты асыңып кеткен, аяғы деген мүмкін емес, тамырлары. Сосын ол кісіге айтамын ғой, неге емдетпедіңіз деймін ғой. Сөйтсем, ол айтады, енді 5 балама, 7 балама тудым дейді. Сосын үйімдегі енем сосын айтқанда, аяғымды емдетейін деп айтқан кезде күйеуі де қарсы болған, үйінде енесі де қарсы болған. Сөйтіп соңында ұрыс жанжал болып, осы әйел жағы бала туа береді, аяғын еще типа ауру қызды бізге әкеліп тастады деген сияқты үйіне айтқан ба, сөйтіп ауыр сөздер айтқан. Сөйтіп кейіннен ажырасып неғып кеткен да. Сол әйел кеше айтып маған келіп емдетті аяғын. Ол да жылағандай айтып жатыр да, мысалы біздің мен айтамын да, осындай күрделі қиын варикоздардың барлығы көбіне жаңағыдай ауылдық жерде сондай көп бала туатын сондай әйел адамдарда кездеседі. Сондықтан барлық мысалы көп жерде күйеулері де оны не қылмайды, қолдамайды, ақша жоқ дейді да, жүре береді, өлмейсің, жүре бересің деген сияқты өте көп ондай. Сол бір үлкен бір проблема қазіргі таңда әйел адамдардағы. Айтып отырмын ғой, анамен андай варикоз тамырмен жүру өте қиын. Күйеу жағынан поддержка жоқ, енесі жағынан, ата-енесі жағынан да поддержка жоқ, өкінішке орай. Сөйтіп жүрген қаншама қазақтың әйелдері бар. Әйелдерге өте үлкен жүк қазіргі заманда көтеріп жүрген. Енді менде сізге бір ұсыныс та. Вот действительно сондай әйелдер көп деп ойлаймын мен. Сізге
келіп түсу армандап жүрген, бірақтан қолдау жоқ, ақша жоқ, уақыт жоқ дейтін енді әртүрлі нәрсе айтады ғой. Сіз сол оқырмандардың арасына біреуге бір сондай бір операция бір нәрсе сыйға бере аласыз ба? Иә, береміз. Бір науқасқа, иә. Бір науқасқа да. Давайте оны бүйтіп таңдайық. Комментарийде ол кісі жазып кетсін, не себептен сол кісіге беру керек екенбіз осы YouTube-тың подкастында. Және де отрывогын алып, осы подкастында скрин экрана қалып, біздің ссылканы қойып, сіздің менің аккаунтымды белгілеп, біз сол арқылы Инстаграмнан көрсек те болады да. Ол адам бізге белгілеп жатыр екен, салып жатыр екен, и соның біз получается комментарийін бәрін оқып, мен өзім таңдайсам болады, иә. Сіз енді операция нелерде, скорее всего, сіздің қолыңыз тимейді. Сол себептен соны қарап, сізден бір сондай бір қазақ келіншектеріне бір қолдау болса. Иә, давайте өткізейік. Бір кісінің бір қуанышына ортақ болып көмектесейік. Енді варикоз бар адам болса екен деп айтамыз. Керемет. Доктор деп айта берсек. Үлкен рахмет. Осы жерге біздің қонағымыз келгеніңізге. Көптеген негізінде маңызды тақырыптар көтерілді деп ойлаймын. Скрининг, министерстводан бастап біздегі клиникалар, даже жұмысқа тұрудың өзі да үлкен мәселелер көтерілді деп ойлаймын. Білмеймін, хотя 1%-ға да егер де біздің қазақтың, любой қазақстандық деп айтайық, өзінің денсаулығына мән беріп, ертерек барып емделсе да. Мен осы подкасттан кейінгі ниетім сондай. Мен де өзім әйелімде варикоз бар, Құдай қаласа енді босанып болғаннан кейін, қазір негізінде бізде барып көрінсек те болады ғой. Болады, көрінсек. Міндетті түрде сізге барамыз, әйеліміз екеуміз уақыт тауып. Бұл сыр подкасты, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бізбен бірге болған доктор Нұрғазы. Жақсы, рахмет.